мен соны ұйдым сол күні осы екі сүренің басынан соңына шейін жаттадым дейді. 70 отбасынан тұратын мұсылмандарды ертіп Мәдинаға келеді. 70. Аллаху субхана ва тағала бүгін үстіме сондай бір нығметті берді да Бусраның күйеуі болып шыға келдім дейді. Ассалаумағалейкум құрметті достар. Бүгін сіздермен Muslim House YouTube арнасында көріскенімізге өте қуаныштымыз. Бүгін бізде қонақта айдарының 4-ші шығарылымы. Бұған дейін бізде Абдулла ибн Омар, Хузайфа әл-Ямани және Абдулла ибн Масғуд, Алла олардан разы болсын, осы кісілердің өмірін және ғибратты оқиғаларын айтып өткен болатынбыз. Бұларды біздің Muslim House YouTube арнасынан көре аласыздар. Және подкастты соңына дейін қарап, лайк, коммент жазып, бізге қолдау білдірсеңіздер, келесі шығарылуға да үлкен шабыт болар сөзсіз. Алдын ала баршаңызға рахмет, Алла разы болсын. Ассалаумағалейкум құрметті көрермен, біздің осы өзім шын айтсам, осы сахабаны көптен күткенмін. Бүгінгі біздің қонағымыз жайлы аз-маз мағлұмат беріп кететін болсақ, бұл кісі 600 жылы милади жыл санағы бойынша Йеменде туылып, 679 жылы Мединада қайтыс болған. Анасының есімі Умайма бинт Субай, әкесінің есіміне келетін болсақ, Ғаным ибн Амр. Ал Бусра бинти Ғазван деген әйелі болған. Жахилет дәуіріндегі есімі бұл кісінің Абду Шамс, яғни күннің құлы деген секілді. Йеменнің Дәуіс тайпасынан болады. Хиджреттің 7-ші жылы ислам қабыл етті. Бұл кісі Мұхсирин сахабалардың қатарынан, яғни Мұхсирин деген кезде біз жаңағы хадистерді ең көп риуаят еткен сахабаларды түсінеміз. Сол Мұхсирин қатарында еще ол бірінші орында тұр осы сахаба. Алла елсін жанында 4 жыл тұру бақытына ие болған қадірлі сахабалардың бірі, көптеген хадистердің кейінгі ұрпаққа келіп жетуіне үлкен үлес қосқан. Діни үкімдердің жартысына жуығы осы асыл тұлға арқылы біздің заманымызға келіп жеткен. Бұл кісінің иман етуі жайлы бұл Туфайл ибн Амр радиаллаху анхудан ислам қабылдаған үлкен ғалым, фақих, хадис хафызы, және де бұл кісіден Абу Айюб аль-Ансари, Абдулла ибн Омар, Хибрул Умма болған, Абдулла ибн Аббас, Джабир ибн Абдулла, Анас ибн Малик сынды сахабалар, және де Хасан аль-Басри, сосын Зайд ибн Аслам секілді табиғандар хадис риуаят еткен. Мәдина қаласында Муғауия ибн Абу Суфиян кезінде бірнеше рет әкім болып жұмыс атқарған. Және де пайғамбарымыз сөздің соңында бұл кісіге өзі дұға қылған: "Я Алла, Абу Хурайраны бүткіл мүміндерге сүйікті ет" деп. Сол түсінгенімізде бүгінгі біздің қонағымыз Абу Хурайра радиаллаху анху болмақ. Олай болса, бірінші сұрағымды бастасам. Сол жалпы ол кезде білеміз, исламның келген кезде, жалпы ол кезде аталарынан бұрынғы діндер бар ғой. Соны кейбіреулер жаңағы намыстан тастай алмайды, туысқандарынан ұялады, және бір оны тастауда бір батылдықты талап етеді. Және ол да бір өз алдына бір қиыншылық. Оны кейбіреулер өмірінің соңына дейін тастамай, ақиқатты білсе де, оны тастамай өткен. Және исламға келуі де бұл жерде әр сахабаның исламдағы иманға келуі, әр сахабаның қызықты, әрі бір әсерлі оқиға. Енді осы тұста бүгінгі қонағымыз Абу Хурайра радиаллаху анхудың исламға келуі жайлы айтсақ. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Вассалату вассаламу аля ашрафил мурсалин ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Рабби шрах ли садри ва яссир ли амри вахлул уqдата мин лисани яфқаху қаули. Аллаху субхана ва тааладан нияз етіп сұраймыз, я Раббана аль-Карим. Өзің сүйгендерді сүйгіз, соларды сүйген күйде жанымызды ал. Ақыретте өзің сүйгендермен бірге тірілуімізді нәсіп ет. Белімізге үлкен бір жүкті байладық. Абу Хурайра радиаллаху анху деген бір үлкен дастан, үлкен ғылым иесі. Соның ішінде сіз бен бізге пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның бүкіл жүгін арқалап келген бір үлкен силсиле бар, бір үлкен тізбек бар. Сол тізбектің ең басында тұратын адам Абу Хурайра радиаллаху анху. Бұл кісі жайында иншалла айтатын боламыз. Және тағы да астын сызып айтқым келеді, бүгін тақырыбымыз тікелей хадис іліміне қатысты болады. Сол себептен бәлкім дін ілімін талап етіп жүрген бауырларымыз үшін кішкене
усулул хадис, мусталахул хадис, фуру хадистен де кейбір мәселелерді арасына кіргізіп айтып өткенді жөн көрдік. Жалпылама халыққа кішкене түсініксіз болуы мүмкін, бірақ бізді тек қана бірыңғай жалпылама халық тыңдамайды. Сол себептен кішкене болса да бір тәбәррук, хадис іліміне деген бір тәшвик, хадис іліміне адамдарды бір қызықтыру, хадис ілімінің қаншалықты керемет екендігін көрсету үшін кішкене бұл жақтан Абу Хурайра радиаллаху анхудан бір тәбәрруктер иншалла беретін боламыз. Білесіңіз, хадис ілімі деген кезде кітаптарымызда мынандай ашрафал улум дейді. Бұл ілімдердің ішіндегі ең шарапаттысы. Неге десең, ту'рафу би кейфият иттиба'i наби саллаллаху алейхи ва саллам. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламға ерудің жалғыз ғана бір жол бар. О да бұл ілім дейді. Басқаша мүмкін я кино қалған жоқ, звукозапись қалған жоқ, ол кісілер кезінде подкаст түсірген жоқ. Сол себептен одан тек қана хадистер. Онда да хадис ілімі білесіңіз, мейлінше осы пайғамбарды жоқ ету үшін, мейлінше осы Құранымызды жоқ ету үшін, мейлінше осы пайғамбарымыздан келе жатқан ұлы мұраны жоқ ету үшін қолынан келгенін жасап бақты. Мұсташриктер болсын, тағы да ашығы бар, жасырыны бар. Сол себептен хадис ілімі қазіргі таңда ислам ілімдерінің ішінде ең терең зерттелген ілім. Қазіргі таңда исламға, оның ішінде хадис іліміне жаңа бір жаңалық әкелудің есігі жабылған. Тек қана докторлық жұмыстар, магистратуралық жұмыстар, тек қана хадистердің тахриджлерін жасау, ғалымдарды зерттеу, сол мәселелердің айналасында ғана жүреді. Аллаху субхана ва тағала баршасына разы болсын. Сонау ең алғашқы хадис риуаят еткен кісілерден, осы сахабаларымыздан, Абу Хурайрадан бастап бері қарай хадиспенен алақасы болған барлық адамдарға сіз бен біздің жамағаттың атынан Алла тағаладан ниаз етіп дұға тілейміз. Алла тағала олардың дүниеде әлбетте абыройларын көтерді. 14 ғасырдан бері біз оларды айтып келе жатырмыз. Иншалла ақыретте де абыройларын көтерсін. Иншалла бізді де соларға ергендердің қатарынан қылсын. Абу Хурайра радиаллаху анху өз алдына бір үлкен дастан, ақпараттар өте көп, тікелей жеке басына қатысты манқибалар жеткілікті, шамамыз келгенше сіздерге ақтаруға тырысамыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам Мекке дәуірінде өмір сүріп жүрген кезде сол Йеменнен, соның ішінде Дәус ұруынан Туфейл ибн Амр деген сахаба ең алғашқы иман қабылдайды. Итқан фи улумул Құр'анда имам Суюти рахималла ең соңғы дүниеден өткен сахабалар деп бірнеше сахабалардың атын береді. Соның ішінде ең жоғарғы приоритетті де Туфейл ибн Амр тұр. Туфейл ибн Амр Дәустен келіп ең алғашқы, Йеменнен келіп ең алғашқы иманға келген, және дүниеден ең соңғы өткен сахаба. Дүниеден, сахабалардың ішінен дүниеден ең соңғы өткен сахаба. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламмен бірге болу өз алдына бөлек шарапат. Пайғамбар дүниеден өткеннен кейін, одан кейін ұзақ өмір сүру, ол өз алдына бөлек шарапат. Иншалла Алла тағала есімізде қалдырса, бұл мәселеге байланысты тағы да жеке келетін боламыз иншалла. Осы кісі келіп исламға келеді. Исламға келгеннен кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам бұл кісіге жақсылап тұрып дінін үйретеді, бұны өзінің қабиласына, өзінің руына, тайпасына дағуатшы ретінде жібереді. Араға біраз уақыт, 7-8 жыл уақыт салып, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға қайтып келеді, қасына 4 адам ертіп келеді. 4 адам. Одан кейін келеді, я Расулалла, кейбір ауыр сөздер бар. Әлі Исабада Хаджар ал-Асқалани көрсетеді, бұл ұруға осындай болсын, бұл ұруға осындай болсын. Менің бұдан кейін ешбір қарым қатынасым жоқ. Бұлар ешқашан беті бері қарамайтын, осындай бір қарғысқа ұшыраған, бір дұға қылыңыз дейді, менің арамды үзем дейді. Бұл тайпамен арамды үзем болды. Ешбір қатынасым жоқ. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам Туфейл ибн Амрдың ашуланып тұрғанын көреді, жүзін құбылаға бұрып, екі қолын көтеріп былай дейді: Я Раббанал Карим, ей жомарт болған Аллахым, жүректердің иесі болған Аллахым, мынау Саа дейміз ғой жаңа, Туфейл ибн Амрдың осыншалықты жүкірген еңбегіне сен Дәус тайпасына өзіңнің хидаятыңды нәсіп ет дейді.
Сұрақ басқа, жауап басқа. Не түсіндің? Құлағына түсіреді оның орнына. Айтып жатыр, болдым деп жатыр, яғни мен біттім. Менің қатынасымды үз деп жатыр. Мен сенің қасыңда қалғым келеді. Әрі қарай полноценный мұсылмандар сияқты сенен еріп ілім алып жүргім келеді. Осы жердегі керемет нәрселермен, шарапаттармен шарапаттандым келеді. Қаншама жылдан бері не дейді, бетім суым бес төгіп арпалысып келдім, 4-ақ адам келген. Ертіп келгенім 4-ақ адам деп жатыр. Сөзге түсінбейді оларға. Олар дүнияға түсіп, ақыреттен әбден бет бұрғандар деп жатыр. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сізбен бізге бәрімізге, бүкіл тыңдап отырған бәрімізге айтып жатыр. Бір үлкен сабақ айтып жатыр. Ешқашан адамнан үміт үзу жоқ деп жатыр. Үміт үзу жоқ. Бисмилля дейсің де тұрасың дейді. Бір айттың ба, бисмилля екінші айтасың. 1000 айттың ба, тағы тұрып бисмилля 1001 рет айтасың. Абу Хурайра да бүгін соның бізге үлкен өрнегін көрсетеді, яғни. Арқасынан қағып, дұғасын жасап, біздің тілмен айтқанда жақсылап тұрып оған газ беріп, қайтадан дауысқа жібереді. Араға 1 жыл 2 ай салып, хижреттің 7-ші жылы 70 отбасынан тұратын мұсылмандарды ертіп Мәдинаға келеді. 70. Осының ішінде сізбен бүгін біздің қонағымыз Абу Хурайра радиаллаху анху да бар. Барлығы әуел Мәдинаға келеді. Мәдинаға келеді, түнімен жол жүріп келеді, таң намазының уақытына жақын бір уақытта Мәдинаның ішіне кіреді. Кіргеннен кейін, білесіз енді бұл жерде бір-ақ контор бар, ода мешіт. Барлығы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи мешітіне келеді. Келгеннен кейін дәреттерін алады, таң намазының уақыты болады, келеді да намазда ұйиды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам деп ойлайды намаз оқып атқан. Іштерінде тек қана Туфейл ибн Амр таниды, қалған келіп атқандардың 99% танымайды пайғамбарымызды. Кім еді бұл? Сыбаа ибн Урфута радиаллаху анху. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің орнына намазға шығуға сол кісіні тастап кеткен. Пайғамбарымыз Хайбардың жихадында. Хайбардың жихады болады еді ол кезде. Келеді, Абу Хурайра риуаят етіп жатыр, қара. Мен алғашқы күн Мәдинаға келген кезім дейді. Яғни иманға келген күннен бастап пайғамбар, Мәдина, Мекке, Қағба деген түсініктердің бәрі бір ұғым болып кеткен ол кісінің басында. Сағынышы соншалықты ғой енді. Келді, бір адам намазға шықты, артына келіп намазға ұюға бастады. Ол пайғамбар деп тұр. Былай деп жатыр. Бірінші сүресінде, бірінші ракатта Мәриям сүресін оқыды. Дейді да басынан соңына шейін оқиды. Екінші сүресінде Мутаффифин сүресін оқыды дейді. Онда басынан соңына шейін. Мен соны ұйдым сол күні. Сол күні осы 2 сүренің басынан соңына шейін жаттадым. Сыбағадан бір тыңдады, Мәриям мен Мутаффифин жаттады. Түсіндіңіз бе енді Абу Хурайраның кім екен? Кешке дейін әлі миллион мәселелер айтамыз бұған байланысты. Мен сізге есіңізді жайлап ашып жатырмын. Абу Хурайра деген кезде қала Абу Хурайра дегеннен былай естіп әшейін адам болып қалған шығар сенің көзіңде. Жоқ. Сенің көзіңдегі Абу Хурайраны бүгін басқа бір уровеньге шығарамыз иншалла. Түсіндіңіз бе? Абу Хурайра Сыбағаның артында тұрып, Мәриям сүресі қайда? Мәриям сүресі қайда? 2 сүрені бір естіді да жаттады. Ғасырлар өткеннен кейін табииндар келіп, иманға келгеніңді айтшы десе, әрқайсысын осы оқиғаны айтады да Мәриям сүресін оқиды. Осы оқиғаны айтады да Мутаффифин сүресін оқиды. Дүниеден өткен кезде осындай хафыза иесі болған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам емес екендігін артынан біледі. Сыбағамен кездеседі. Одан кейін ол кісі түсіндіріп айтады, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи Хайбарда сол жерде бір үлкен ғазауат болып жатыр, әзір оралмайтын сияқты. Фатх етілген жоқ әлі. Олар да қалай айтам, сағынып келген адамдар ғой. Олардың жихадтан келгенін күтіп отыра алмады қысқашасы. Сосын Сыбаға оларға кішкентай жолға азық дайындады. Ол сол келген жаңағы хафиласымен барлығы Хайбарға қарай келді. 70 отбасының барлығын. Бәрі бірдей. Соғысқа Хайбарға келді. Сол жерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламмен кездесті. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи сараф болған, білесіз? Сарраф деген ювелир, мен үнемі айтам бұдан. Ювелир деген сөз тасты сыртынан қарап құнын білетін адам. Абу Хурайраға да басқаша қарады пайғамбарымыз. Абу Хурайраға да бөлек қарап жатыр. Сол кезде Абу Хурайра шамамен 28 жастарда.
өзі үнемі риуаяттарында айтады ғой, я Расулалла маған мынаны айтшы, я Расулалла маған мынаны айтшы. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, сен кішкене асығыстық жасап жатқан жоқсың ба? Иә, мен ең кеш келдім ғой. Мен исламға кеш келдім ғой. Олар көп біледі, мен аз білемін, сол себептен маған кішкене көбірек айтыңызшы. Деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан нәсібін алған адам. Ең алғашқы кездеседі, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам көреді, Абу Хурайра басқа бір жаратылыс, бөлек яғни. Сезді бұл нәрсені, жүректі көрді пайғамбарымыз. Одан кейін сен кімсің деп жатыр. Сен кімсің? Дауыстанмын, Дауыстан екеніңді білемін енді. Дауыстықтар ғой бұлардың. Абдушамспын дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам астағфируллахул азим ва атубу илейх. Абдушамс деген бола ма іште? Абдушамс деген не ол? Күннің құлы. Күннің құлымын деп жатыр. Әкесі қойған есім осы. Осы кезге шейін Абу Хурайра деген куниясы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның қойған куниясы емес ол. Асылында кішкентайынан бар Абу Хурайра куниясы. Өзі риуаятында айтады, мен семьяда үлкені едім, сол себептен отбасымды бағу үшін қой бағатын едім дейді. Біреулердің жалданып қойын бағатынмын. Жанымда да кішкентай мысығым бар, қой жайылғанда сонымен ойнайтын едім дейді. Үнемі мысықты жанымнан тастамағаным үшін маған отбасымдағылар Абу Хурайра деп ат берген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам не деген? Абу Хурайра емес, Абу Хир деп өзгертіңдер оны дейді. Абу Хайр деп өзгертіңдер. Неге? Өйткені еркек ұрғашыға қарағанда абзалырақ деді. Бұл Абу Хурайрасы, Абу Хирры, Абу Хурайрасы неседі? Оның Абу Шамсында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның сен Абу Шамс емес бүгіннен бастап. Сен бүгіннен бастап бір риуаятта Абдулласың. Бір риуаятта бүгіннен бастап Абдуррахмансың. Сен Рахманның құлысың. Сен Аллаху субхана ва тағаланың. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ер адамға ат қойса осы екі атты қоятын. Осының сыртында бір ат осы кезге шейін әлі келген жоқпын, кездескен жоқпын. Кездескенде осы екі атты қойған. Қыз болса Зейнап, еркек болса Абдулла, Абдуррахман. Абдулла, Абдуррахман деп есімдендіреді, есім береді о кісіге. Осылайша Хайбарға келіп Абдушамс болып пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның алдына кіреді. Яғни жаратылғанның құлы. Түсінесіз ба? Бар нәрсенің құлы. Дейміз ба? Қазір мына микрофонның құлы болсаң обидно ғой. Мына бар күнде көресің. Солай ғой. Мүминнің артықшылығы не деп білесің бе? Көрмеген нәрсесіне иман келтіреді. Құранда Алла тағала айтады, олар ғайыпқа иман келтірді. Мұнафықтар, мушриктер белгілі яғни. Оларға я Раббың десе бітті, бірдеме сұрайды, бар ма? Затқа құл болып жаман үйренген адамдар Рахманға құл болу оңай емес. Түсіндіңіз ба? Заттың құлы болып келген, үнемі басын иіп келген адам пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның алдына кірді да үлкен бір рахметке, үлкен бір нығметке, үлкен бір берекетке кеңелді да бұлай кеудесі, көкірегі көтерілген күйде Абдуррахман, бұлай дүниеде жоқ болған заттың емес, бар болған, ұлы болған Алла тағаланың құлы болған күйде жүзі жарық басқаша шықты сөзді. Одан кейін Хайбардың фәтіхі бітті. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Хайбардан Дәус ұруына келгендерге арнайы бір бөлек пай берді. Бірақ бұны ғанимет деп айтпайды, бірақ бөлек бір пай береді. Сол пайдан таратады. Одан кейін қайтадан Мәдинаға қайтады. Мәдинадан қайтып келе жатқан кезде арада бір ара пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам мініп келе жатқан көлігінің артына Абу Хурайраны отырғызады. Кел. Алма кезегенде адамдар отырып келе жатады. Сол кезде Абу Хурайрадан Дәустан алғашқы рет пайғамбарымыз Абу Хурайраны отырғызып, екеуі арада біраз жол сөйлеседі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Абу Хурайраны тағы да жақсырақ таниды. Тағы да көптеген сұрақтар қояды. Мақсатын білет келген, иманға келу жолын білет, бұл нәрселердің барлығын үйренеді. Мәдинадан түскен кезде Абу Хурайра толықтай көзқарасын, мақсатын шегелеген, бекіткен күйде түседі. Негізі Абу Хурайра өзі риуаяттарында айтады, мен негізі жетім болғанмын, мен негізі жағдайым болмаған, бірақ риуаяттардан қарасаңыз құл азат етеді. Хадистерден көресіңіз, қашып кеткен құлын тауып алады. Отбасына зәбір көрсеткен бір құлды соққыға жығу үшін келеді да, бірақ
Алла тағала ақыретте бір-бірімізден хад дейді ғой, бір-біріміздің үстіміздегі жазамызды аламыз деген сөз болмағанда сен бүгін жазаң тартатын едің. Бірақ иншалла бүкіл нәрсенің бәрін ақыретке қалдырамыз деп ол құлды азат етіп жібереді. Яғни мүлде жағдайы жоқ бір адам болмаған ол кісі. Екіншіден, Абу Хурайра өзінің қызметші болып жүргендерін айтады. Сонымен қатар ол кісі наубайханашы болған. Белгілі бір дәрежеде қолынан іс келген. Яғни кез келген қатардағы сахаба сияқты емін еркін керемет өмір сүре алатын адам еді. Бірақ аттың үстінде не айтқанын білмеймін, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның арқасына кеудесі былай тақап тиіледі, былай. Сол жерде бір энергия өтеді еді. Сол жерде не өтті білмеймін. Аттан түскен кезде Абу Хурайраның мақсаты да, міндеті да, барлық нәрсесі белгілі. Негізгі мақсатта айтып отыр: я Расулалла, мен тек сенімен біргемін деп отыр. Болды, басқа ешбір менде мақсат қалған жоқ. Қайтадан Йеменге қайту мұраты да жоқ. Тура осылай Мәдинада сол күннен бастап пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламмен адам көлеңкесінен құтыла алмаған сияқты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламда ешқашан Абу Хурайрадан құтыла алған жоқ. Тура осылай Худжра саадатына шейін барды келді. Көптеген риуаяттар бар, тағы қосымша иншалла бұларды да айтатын боламыз. Аллаху субхана ва тағала иманмен қауышу үлкен нығмет. Солай ғой. Дүнияда неше түрлі нәрсені қолыңа түсіруің мүмкін, қол жеткізуің мүмкін, неше түрлі нәрселерге. Атақ, мысалы гуманитарлық ғылымдар академиясының академигі деген сияқты. Болмаса Forbes па, журналының иегері. Білмеймін ғой, ақылыңа тағы одан өте не келеді. Менікіне сол жерге ғана жетіп жатыр, деңгейім сол екен. Осы нәрселердің қаншама атағы болсын, бірақ бір адам белгілі бір мезетте иманның ләззатын татқан сияқты ешқашан құнына сәйкес келмейді нәрсе. Сол себептен бұны жақсы түсінген пайғамбардың қолында тәрбиеленген сахабалар иман мәселесін ешқашан я дүнияға, я таққа, я басқа нәрсеге айырбастамаған. Егер осы нәрсені сахабалардан қалған мирас деп түсінсек, түсіне алсақ, біз қабылдай алсақ бұл нәрсені, көзқарасымыз өзгеретін еді. Біз орынға таласып жүрміз, сатып алып жүрміз кейбір нәрселерді, адамдардың алдынан өтіп кетіп жүрміз, таласып жүрміз, қиянат жасап жүрміз. Өйткені мәнді мағынаны түсіне алмай жатырмыз. Түсінсек те ұмытып жатырмыз, тез ұмытып жатырмыз. Жүрегімізде иманға нақты орын болмай жатыр. Жүрегіміздің басым көпшілігін дүниенің нәрселерімен толтырып жіберіп жатырмыз. Сол себептен амалымыз басқа, сөзіміз басқа. Бұны мен өзімнің нәпсіме де айтып жатырмын. Өзім сахабалардан санап адамдарды айтып жатқан жоқ, менде бар мұның ішінде. Өмірде қалаған нәрсені өмірімізде бір қаласақ қолымызбен ала аламыз. Бірақ иман тікелей Алламен қатысты. Ала алмаймыз. Оны ала алмаймыз. Алла кімге нәсіп етсе соған баратын нәрсе. Абдулла ибн Масудтың оқиғасын үнемі айтам жа. Бір отырып айтып жатыр: "Қап, мен сол сахабамен сол кезде өмір сүрген деп." Әлі айтпа олай. Өлуіңе бір күн қалғанда да иманға келсең де, соның өзі хайырлы. Соның өзіне альхамдулилля. Өлуіңе бір сәт қалған кезде иманға келсең де, о да иман деп аталады. О да өте әлсіз иман, бірақ о да иман деп аталады. Түсіндіңіз бе? Сол себептен мен ана жерде үйтетін едім, мен мына жерде бүйтетін едім деме. Қазіргі халің қандай? Сол жерде сенімен бірге иман бар ма? Альхамдулилля. Басқа нәрсе келеді. Келмесе де маңызды емес қатты. Өйткені келетін нәрселер дүниеде кетеді тез. Кетіп бара жатқанда шаршатып кетеді. Қартайтып кетеді. Бір адамды ана жоғары дәрежеде билікке қоясың да, бір күн алам деш, ана адам 30 жылға қартаяды. Түсіндіңіз бе? Иман адаммен мәңгі қалатын нәрсе. Ассалаумағалейкум. Сіз қажылыққа баруды ниет етіп жүрсеңіз, біз сізге өзіміздің ихрамымызды ұсынамыз. Біздің ихрам несімен ерекше? Барша әлемге мақта деп танылған, барша әлемге мақта экспорттайтын Денизлі қаласының өнімі. Және де 100% мақтадан жасалады. Салмағы небәрі 1 килограмм 250 грамм. Алып жүруге өте қолайлы. Біздің ихрамымыздың тағы бір ерекшелігі су сіңіргіш, жаңбырлы күні жаңбырдан сақтаса, ыссы күні күн сәулесінен қорғайды. Егер де біреуге сыйлық алғыңыз келсе, біз сізге қалаған атыңызды, қалаған есіміңізді жазып береміз. Одан бөлек
біздің ихрам бұл өте сапалы әрі қолжетімді бағада. Қажылықтарыңыз қабыл болсын. Жалпы бір тұлғаны зерттейтін болсақ, оның айналысқан ісі және қоғамдағы орны және отбасын зерттейді. Олай болса, бүгінгі қонағымыздың отбасы жайлы айтсақ, отбасы және анасы жайлы сөз қозғасақ. Бұл кісі кішкентайынан әкесі қайтыс болады, одан кейін нағашыларының қолында өседі. Анасының қолында, оның ішінде анасының інісі, қалай айтамыз, көкесі дейміз бе, нағашылары тарапынан тәрбиеленеді. Сол себептен баланың өміріне, Абу Хурайраның өміріне шешесінің әсері кішкене көбірек болады. Білесіз ғой, енді бір анасы, әкесінің орнында да, анасының орнында да тәрбие бергеннен кейін кішкене әйел адам қатайып кетеді. Тура сол сияқты бұл кісінің анасы да қатты болады. Дереу иманға келе қоймайды. Абу Хурайра шешесінің иманы үшін жанып тұтылады. Үнемі дұға жасайды. Үнемі шешесіне насихат айтудан, Алла Тағаланың есімдері, сипаттары, ұлылығы, хикметі, даналық, барлық жағынан барлық нәрсені айтады қысқашасы. Бір күні анасы мен екеуінің арасындағы муамилада анасы кішкене ашуланып, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға балағат сөздер айта бастайды. Шыдай алмаған Абу Хурайра жылап үйінен шығып кетеді. Бұрын соңды болмаған нәрсе ғой енді. Анасының үстінен шикая дейді ғой, яғни дейді, арыз айтып, шағым айтып, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам келіп жылайды, я Расулаллах. Қолымнан келген нәрсенің бәрін жасадым дейді. Адамдардың ортасында өткірмін. Жұрттың барлығы менің сөзімді екі етпейді. Құрметтімін, абыройлымын, бірақ шешемнің көзінде ешбір құным болмады. Бүгін екеуміздің арамыздағы муамаладан кішкене кекілжің шығып, сізге ауыр сөз тигізіп алдық. Анам үшін бір дұға жасайсыз ба дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, білесіңіз, ықыласын көрген Абу Хурайраның шешесі үшін жанып тұтылғанын көрген, шыдай алмай екі қолын жаятты, айтады: я Раббым, Абу Хурайраның анасын өзіңнің хидаятыңа, өзіңнің тура жолыңа бастай көр дейді. Абу Хурайраны жұбатып, арқасынан қағып, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам шығарып салады. Жабырқаған күйде оңай емес қой енді. Досың болса бір сәрі күнде бірге тұратын шешең, жасы бір талай келген, бір аяғы дүниеде, бір аяғы ақыретте, жабырқаған күйде үйіне келеді. Үйіне келіп есік тартады, есік жабық, қағады, есік ашпайды. Есіктің алдында отырады біраз, анамның ашуы басылғанша деп, біраз араларында кикілжің болады. Біраздан кейін анасы шығады үйінен, басы ашық, шаштарынан су тамшылаған күйде. Сосын баласына келеді да құшақтайды. Сен есікті қағып жатқан кезде мен ғұсылмен машғул едім дейді. Шешесі иманға келеді. Абу Хурайраның қуанышында шек жоқ. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның хұзырына жүгіріп келеді. Көзінің жасы тарам-тарам. Қуаныштың жасы ғой енді. Пайғамбарымызға келіп айтады: я Расулаллах, болды, бәрі болды дейді, дұға қабыл болды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам да Абу Хурайраның қуанғанына соншалықты қуанады да екі қолын жайып былай дейді: я Раббым, Абу Хурайраны және оның анасын қияметке дейін бүкіл мүминдерге сүйдір дейді. Бүкіл мүминдердің көзінде оларды ешқашан дәрежесін хауани, яғни азғындыққа, төмендікке түсіріп қойма. Әрдайым олардың көзінде иншалла дәрежесі жоғары болсын дейді. Бұл бір жағынан дұға жігіттер. Бір жағынан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның ол кісілердің үстіне жасаған дұғасы, екінші жағынан сіз бен бізге сынақ. Екінші жағынан да сіз бен бізге сынақ. Қаншалықты Абу Хурайраны жақсы көре алсақ, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның мүминдерге сүйдір демеді ме? Мүминдерге сүйгіз деп жатыр. Сүйдір оны деп жатыр. Егер оны сүй алсақ, значит біз мүминдердің категориясындамыз. Егер оны сүй алмасақ, онда мүминдердің категориясында емеспіз. Бұны былай қарауға болмайды.
Абу Хурайраға дұға, анасы екеуіне. Олар өзінің нәсібін алды да, бізге не керегі бар бұл жерінің? Бізге керек жегі осы жер. Муддариб ибн Хазн радиаллаху анху риуаят етеді. Бір күні түнде көшеде келе жатсам, қараңғылықта ғой енді, түнде әрлі бері тәкбир айтып жүгіріп жүрген бір адамды көрдім дейді. Тәкбир айтып жүгіріп жүреді. Сол қасына жақындадым, кімсің дедім, мен Абу Хурайрамын дейді. Абу Хурайра не тәкбир болды деп сұрады. Не тәкбирі ол? Бұл қуаныштың және Аллаға шүкіршіліктің тәкбирі дейді. Не шүкіршілік етіп жатсың? Не болды соншама шүкір ететіндей деп жатыр. Сөйтсе былай дейді. Бусра бинти Ғазван. Әйелі ғой. Ғазванның отбасында қызметші болып, не дейді, күнделікті тамағым үшін жұмыс жасап жүреді дейді. Негізінде дәрежем сондай еді ол жерде. Күнделікті үйіме апаратын, отбасым жейтін, өзім жейтін тамақтың қарсылығына деп айтамыз ба, қалай айтамыз? Беделіне бір жұмыс жасап жүредім дейді. Аллаху субхана ва тағала бүгін үстіме сондай бір нығметті берді да, Бусраның күйеуі болып шыға келдім дейді. Сол үйден соған қызмет жасап күнім көріп жүрген адамның қызына бүгін үйлендім. Бүгін Бусра менің жарым, мен оның күйеуіне айналдым деп жатыр. Әлбетте бұл да таң атқанға шейін шүкіршілік айтуға жарасатын нәрсе. Осыншалықты екеуінің арасында илтибат, махаббат, яғни кез келген ерлі зайыптың арасында не болу керек болса болды. Артықшылығы, имандары бізге қарағанда жоғарырақ. Абу Осман ибн Нахд, бұл табииндердің үлкендерінен, осы кісі риуаят етеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның жанына жақын жүрген сахабаларды өзіме фокусқа алдым дейді ғой. Осы кісілермен айналыстым дейді. Осы кісілерден көп ақпарат алатынымды білдім. Және тарихшылар бұлай суреттейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның иісі сіңген адамдар деп жатыр ғой. Иісі сіңгендерден барып пайғамбардың иісін иіскедім. Осыны өзіме мақсат қойдым. Осылайша осы кісілерді араладым. Кім ол? Абдулла ибн Омар, Абдулла ибн Масуд. Бүгін Абу Хурайра радиаллаху анху. Өз әңгімемізді солай бастап келе жатырмыз. Осыдан кейін жайлап Айша анамызға қарай көшеміз бе деп жатырмыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан жақын жүрген кісілер туралы айтып жатыр едік. Бұл кісі де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламмен өмірін бірге өткізген адам. 4 жыл. 4 жыл былай болуы мүмкін, 4-ақ жыл деуің мүмкін бұл мәселе. Сосын бір сахаба пайғамбармен 20 жыл болған болуы мүмкін. Яғни пайғамбар өмір сүргенде, о да иманға келген 20 жыл өмірлері бірге, бірақ пайғамбардың қасындағысын санасаң 2 жыл, 1 жыл. Бұл кісі 4 жыл келгеннен, иманға келгеннен бастап, пайғамбардың дүниеден өткенге шейінгі арасы 4 жыл, бірақ бұл сол 4 жылдың барлығын бірдей пайғамбарға арнаған адам. Осы кісінің үйінде 7 рет қондым дейді, 7 рет. Абу Хурайраның үйінде. Абу Хурайраның үйінде 7 рет қондым дейді. Айналып келіп қайта-қайта соқтым. Айналып келіп қайта-қайта соқтым. Көп нәрсе айтады ғой, соның ішіне отбасына қатысты мәселені алып жатырмыз ғой енді. Сол кезде былай дейді, о кісі түнін 3-ке бөледі дейді. Түнді 3-ке бөледі дейді. Түннің алғашқы уақытында өзі ұйықтамайды дейді. Түннің 3-тіктің бірінші бөлігінде өзі түнімен құлшылықта тұрады дейді. Одан кейін әйелін оятады да өзі жатады дейді. Әйелі түннің 2-ші 3-тігінде әйелі құлшылықта тұрады. Одан кейін әйелі демалатын кезде балаларын оятады. Балалары түннің 3-ші 3-тігінде құлшылықта тұрады дейді. Таң қалдым дейді. Ақылым жетпеді. Неге бұлар бұлай? Барлығы түннің ортасында тұрып, өзі имам болып, артына жамағат болып, әйел бала шағасы тұрып, әдемі бір намаз оқымай ма? Басқа сахабалар осылай жасайтын. Бұда не хикмет бар? Әр ойландым, бер ойландым, ақылым ештеңе келмеді, өзінен сұрадым дейді. Бұның бір хикметі бар ма? Балаларыңа өзің мінезіңмен, тәрбиеңмен үйретпейсің бе? Деп жаңа ақыл айтқан сып сұрап жатырмын бұл нәрсені. Сол кезде айтты дейді. Аллаху субхана ва тағала Құран кәрімде мақтаған ұрпақтар бар. Олардың күндізі оразамен, түні құлшылықпен өткізеді. Мақтауға лайық болған осылар дейді. Сол себептен біздің үйіміз, отбасымыздың түніміз
түгелдей құлшылықпен өтсін деп мен осындай бір методика жасап қойғанмын деп жатыр. Шаршамай. Абу Хурайрадан алатыныңды ал, яғни. Қазіргі семьяға лайфхак дейсіз ғой. Мен айтып отырмын. Абу Хурайра бұл. Түсіндіңіз бе? Бұл ойлаулар нестандартный ойлаулар, біздікі стандартный. Стандартныйында да төмен. Бұл кісілер айтып жатыр. Құранда Алла тағала айтады дейді. Күндізі оразамен, түні құлшылықпен өтетіндер бар деп жатыр. Түнгі намаздар бар. Бұл түнгі намазды айтып жатқан жоқ. Бұл түгелдей түнді отбасына құлшылыққа арнаған. Түгелдей. Абу Хурайра ақыретте тірілген кезде отбасымен түнінің, түн мысалға 8 сағат 9 сағат деп алатын болсам, 8-9 сағаттың бәрі Абу Хурайраның отбасында құлшылықпен жазылады. Абу Хурайраның отбасы болса, отбасы туралы көптеген ақпараттар жоқ деп жатыр. Мен таптым я. Баласы, әйел туралы көп жазылмайды. Не керек одан артық. Одан артық мақсат фамилия білу, фамилия да таптым. Мақсат өмір сүру тарзы дейді ғой. Өмір сүруінің бір услубын, методологиясын көрген ме? Оны да бердім саған. Күндіз 2 бастан, о кісілер күндіз 2 бастан түсінікті еді. Мен тіпті саған ең жасырын болған күндізін сахабалар айтады ғой, мен Расулалланың арамызды жар бекіткенге дейін бүкіл нәрсесін білдім деп жатыр. Арамызды жар бекіткен. Жар бекітті деген сөз түнде үйіне кетіп қалғанда білмеймін не істейді. Мен саған үйінен, түннен хабар беріп жатыр деп. Аллаху субхана ва тағала сізге береке берсін. Сіз енді бағанадан бері біздің тақырыбымызда осы бір тақырыпқа жылжыған секілді. Мадан бері пайғамбарымыздың қасында бұл кісі көлеңкесі болды деп те айттыңыз, иә, қасында 4 жыл бойы, бақандай 4 жыл бойы қасында болды деп айттыңыз. Енді бұның бәрі бұл Абу Хурайра бізге белгілі үлкен ғалым сахаба екендігіне. Сол енді өзінің сол Абу Хурайра радиаллаху анхудың ілім жолындағы оқиғалары, бізге бір мотивация болатын бір оқиғалар болса. Ілім, былай дейді ғалымдарымыз, сен ілімге 100% берсең, ілім саған 50% береді. Жатып, былай ұйықтап, анда-санда тұрып, кітаптың бетін ашып қойып, ілім болмайды ғой. Сен ілімге түгелдей ғашық болмайынша, сен сол араб тіліне ғашық болмайынша, сен сол фиқх таңертеңнен кешке шейін телефонның бетін сипаған сияқты, қолың босаса, соны сипай бермейінше, ол саған бермейді. Біз ілімнің ғашығымыз деп тиктокта отыратын болсақ, ілім садаға кетіп қалады. Сол себептен Абу Хурайра радиаллаху анху пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның жанына келіп ілім дейді. Ілім. Қараш келе жатқанда айырбас тауларды қара. Түсіндіңіз ба? Хайбардан қайтып келе жатыр бәрі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи бәріне пай таратып жатыр. Абу Хурайраға келді да пайыңды неге алмадың деп жатыр. Сен не пай аласың? Маған пай керек жоқ. Маған басқа уровеньде бір нәрсе керек дейді. Маған пайды не істеймін бұл? Пай керек болса еменнен күшті пай таппайым ба? Бұл жерге пай үшін келген жоқпын мен. Пайды пай алатындарға бере беріңіз. Маған пайдан да жоғары бір нәрсе беріңіз. Аллаху субхана ва тағала сізге араларыңда бір пердесіз, араларыңда бір мунасаба бар, араларыңда бір сөз бар, араларыңда бір қарым қатынас бар. Сол жерден маған бер деп жатыр пайды. Пайды сол жерден бер маған. Симені малды, біруден қылған. Маған пай сол жерден керек деп жатыр. Түсіндіңіз бе? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам түсінді кіммен кездескенін сразу. Сосын алды да оны былай дұрыстап настройкасын жасады. Сосын ол Мәдинада келді да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи саламның жанынан бір шак аттамайтындай дәрежеде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам қасында мәңгілік қалып кетті. Пайғамбар дүниеден өткенге шейін жастығының басында отырды. Абдурахман ибн Убейд риуаят етеді. Естіңіз, яғни сіздің басыңызға келіп жатқан жоқ бұндай нәрселер, бірақ сонда да біліңіз. Бір аят сұрау үшін көшеге шығам дейді. Аят сұрау үшін. Негізінде ол аятты менен жақсы ешкім білмейді дейді. Бірақ өткен кеткен сахабалардан барамда, мына аяттың мағынасы қалай деп сұрайым, асылындағы мақсатым мені үйіне ертіп алып кетіп, тамақ берем ма деймін. Соншалықты дәрежеде аш едім дейді. Түсіндіңіз бе? Ішім қызады, топыраққа төсейім дейді ішімді. Аш болған кезде іш қызады екен. Мен ана жусан операциясына бардым. Сол кезде аштықтан кішкентай балдар жылап жерге бейтіп, көкірегін құмға бейтіп жата береді дейді. Көкірегін құмға тосып жата береді. Неге? Аштықтан іш қызып кетеді екен.
Мен мыналардың хадистен естіп қарап жатырмын, көріп жатырмын. Сол әңгіме ана кезде. Біз аштық көрген жоқпыз, аштық не екенін білмейміз. Бір күні обед ішпей қалсақ айқай шу шығарамыз. Айтады, аштығым соншалықты ішіме тас байлайтынмын дейді. Құм сонда басатын болып тұр ғой ана аштық. Қызудалады ғой енді. Қызу басқа не істейді? Көшеге шығам дейді. Сосын өтіп бара жатқан адамдардан мына аят туралы сұрайын деп едім, ана аят туралы сұрайын. Аятты білемін мен негізінде. Ашық айта алмайды. Сосын сонымен әңгімелесем дейді. Бір күні Хазіреті Омар екеуміз Хазіреті Омардың үйіне дейін бардық дейді. Үйдің қабырғасына арқасын тіреп, бүйтіп тұрып менімен біраз әңгімелесті дейді. Мен түсіндім дейді, үйіне кіргізуге ой жоқ. Сосын түсінгеннен кейін айырылдым дейді. Айырылдым. Араға бірнеше күн өтіп, Хазіреті Омармен қайта кездестік. Маған қарап күлді да айтты дейді. Мен сені түсіндім негізі. Үйде бірдеме болғанда кіргізетін едім. Болмады просто ештеңе деп айтты. Сол жерде сені жаралай алмадым. Басқа бір риуаятта аштықтан талай зардап шектім дейді. Тіпті қарныма тас байлаған күндерім болды дейді. Бір күні түнде жолға шықтым дейді. Жанымнан Хазіреті Абу Бәкір өтті. Оған барып бір аят айттым, аят туралы ойын айтты да кетіп қалды. Хазіреті Омар өтті дейді. Жүгіріп барып одан басқа бір аят сұрадым, ол да аят туралы ойын айтты да өтті. Түсінбеді дейді әне ешкім, көзімнен оқи алмады ештеңені. Отырдым дейді жолда күтіп, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам келді дейді. Оған да дереу жүгіріп бардым да аят сұрап жатырмын дейді. Пайғамбар дереу түсінді дейді. Аят туралы жауап берген жоқ дейді. Абу Хурайра артымнан ер кел деді маған. Кел деді. Ләббайк я Расулаллах деді. Осылайша екеуміз үйіне кірдік дейді. Үйіне кірді да ішетін жейтін бір нәрсе бар ма деп сұрады дейді. Иә, бәленше деген кісі сізге сүт беріп жіберген деп құтыда бір кішкентай сүт алып келді дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қуанды дейді, маған қарап тәбәссүм жасады дейді. Бар деп. Мен де мәз болдым дейді ана сүтті көріп. Сосын былай деп айтты дейді. Енді асхабу суфаға барды, суфа әһлін бәрін шақырып келді дейді. Настроением түсіп кетті дейді. Олар дейтін көп қой. Көп қой енді, көп 50 шақты адам шамамен. Суфаны білесіз ғой, баратын жері жоқ, жағдайы жоқ, адамдардың топтасқан жері. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи өзі бағады. Суфалықтарға, пайғамбарға бір садақа келсе, түгелдей суфалықтарға жібереді. Пайғамбарымызға бір хадия келсе, суфалықтарды шақырып алып, олармен бірге жейді. Түсіндіңіз бе? Міне бүгінгі бір дәлелі соны. Суфа асхабынан ғой. Асхабу суфаны шақыр деді. О да білет қанша адам екен. Көңіл күйім түстейтін андай кішкентай құтының ішінде екеуміз ішсек тоямыз ба деп тұрсам, мен бүкіл асхабу суфаны шақырып келдім. Не деймін мен оған қарсы, не деймін? Амал жоқ, бардым, айттым дейді, пайғамбарымыз сендерді шақырып жатыр, сүт ішеміз деп жатыр. Бәрі қуанып келді дейді. Сосын сүтті құтыдағы менің қолыма беріп тұр дейді. Абу Хурайра бер аналардың бәріне ішкіз. Бұл да бір өз алдына бөлек сынақ. Әр кімге беріп жүрмін дейді. Анау ішеді, мынау ішеді, анау ішеді. Бәріне ішкіздік. Кесе қолымда. Сосын келдім дейді. Я Расулаллах деді. Міне ішіңіз. Пайғамбарымыз айтып жатыр. Сен және мен қалдым ба деп жатыр. Сосын я Расулаллах. Сен және мен қалдым. Күледі дейді маған қарап. Енді ішсен деді дейді. Сен іш. Іштім дейді кесені. Бердім дейді. Іш деді. Тағы да іштім. Сосын бердім. Іш деді. Тағы да іштім. Бердім. Іш деді. Бітті дедім. Алланың атымен ант етейін. Сені жіберген заттың атымен ант етейін саған. Ішетін жерім қалған жоқ дедім. Одан кейін барып пайғамбарымыз саллаллаху алейхи өзі ішті дейді. Қатты ұялып кеттім дейді пайғамбарымыз. Менің ана жерде недовольный болып кетіп бара жатқаныма шейін көрді дейді пайғамбарымыз. Сол үшін маған күліп тұр дейді да. Тоймай қалам деп ойладың ба? Іш деп тұр дейді маған. Іш жарылғанша. Осыншалықты дәрежеде қиыншылықпен ілім елде қолға түсірген адамдар ғой енді. Аллаху субханаху ва тағала айтып отырмын. Бір нәрсені бермейінше бір нәрсе ала алмайсың. Солай ғой. Әуелі товар сатып алу үшін ақша бересің. Әуелі бересің, сосын аласың да, сосын сатып пайда көресің. Әуел бересің, үнемі сондай нәрсе. Әуел бересің. Ол товар, дүниядағы ақша, бұлардың бәрі арзан, құнсыз нәрсе. Үлкен құнды нәрсені Алла тағала саған былай просто бере салмайды ол нәрсе. Сол себептен кішкентай нәрсеге ниет ету керек та. Мысалға 40% бір нәрсеге ниет етіп, 100% өзіңді бере салу керек соған. Сол кезде 40% саған өтеді. Тағы 30% бірдеңеге ниет етіп, 100% өзің соған бере салу керек. Сол кезде 30% нәрсе саған өтеді. Ілім деген Аллаху субхана ва тағаланың дүниедағы ең үлкен қазынасы.
солай ма? Ілім да бір мал, оның да зекеті бар. Күнде айтам уағызда. Ілім зекеті күнде есіңе салам. Ілімнің зекеті бар ода. Бірақ айырмашылығы не? Анау жұмсасаң азаяды, мынау жұмсасаң көбейеді. Алла Тағала сондай қылып қойған. Ананы қорғау керек, мынаны қорғаудың қажеті жоқ. Басыңды кесіп алып кетсе істемейді, бас сен болмасаң. Сен бар кезде істейді ілім, сен жоқ кезде істемейді. Түсіндіңіз ба? Сол себептен дүниямен салыстырған күйде, малмен салыстырған күйде ілімнің дәрежесі бәрібір жоғары тұрады екен, бауырлар. Ілімге кішкене жақсырақ көңіл бөлу керек. Ілім деген не сеніңше? Ілім деген бе? Пайғамбарымыздың мирасы. Амал ету ғой. Ілім деген жігіт депо болу емес. Көп ақпарат жинап оны сақтап қою емес. Ілім деген нәрсе, құнды нәрсені бір кішкентай болса да соны толықтай білу. Бір нәрсеге ілім деп айтуымыз. Мысалы сен Нурул Идах деген бір кітапты аласың да, сол кітаптың ішіндегі полный барлық нәрсесін білсең, сен Нурул Идахтан ілімдісің. А сен фыққа байланысты 50 кітаптың атын әр жерінен кітте бірдемелерін біліп, ана адамдар келген кезде әр кітаптың атын айтып, авторын айтып, по теме отырғың келіп жа, сондай өлім емес ол. Өлім емес. Түсіндіңіз бе? Сол себептен ілім деген нәрсе, бір нәрсені кішкентай бір нәрсе болса да, соны толық біл. Түгелдей өзіңдікі ет. Әділет амал ету деп жатыр. Оның үстіне амалды қос. Түсіндіңіз? Амал ету деген мәселе не деген сөз? Қажылық туралы оқылдың, қажылыққа барып келгеннен кейін саған жақсырақ отырады. Болмаса, ұмытпасам, шейх Тантауи ма? Шейх Тантауи қажылықта жүр дейді. Мысырдың үлкен Асқардың шейхі ғой. Тантауи қажылықта жүріп, Қағбаның Сулеймания есігін іздеп жүр дейді. Онда есік қоймайды. Сулеймания есігінен кірейін деп едім, есік қай жерде деп. Сөйтсені солдаттар көрсетіп тұрады, былай. Сен қаяқтансың дейді. Мен Мысырдамын. Тантауи айтпады ма саған есіктің қаяқ дейді? Тантауидің өзі ғой. Теорияда басқа, практикада мүлде басқа яғни. Теориядан білеміз, ана есік, мына есік, былай, солай бәлен түген. Шын мәнінде барда тап, есік қаяқта. Тантауи үйретпеді ма саған? Тантауиға айтып тұрсыз. Тантауиға айтып тұр соны. Сондықтан сондай бір мәселе бар жігіттер. Ілімге дұрыс қарау керек. Аллаху субхана ва тағала дүние және ақыреттік ілімімізді арттырсын. Ілімді дүниеде біз үшін пайдалы қылсын, ақыретте де басымызға бәле қылмасын. Ой болса, бүгінгі қонағымыздың қысқаша бір өмірінде оқиғаларын айтып кететін болсам, 600 жылы туылады және 628 жылы 28 жасында, яғни мұсылмандықта қабылдайды, және сол жылы алғаш рет Хайбар соғысына қатысады, 628 жылы. Және 629 жылы Қаза умрасына қатысады, және кейін 630 жылы 4 бірдей оқиға болады. Оларды айтып кетсем, Меккенің алынуына қатысады, және Хунайнның алынуына қатысады. Кейін Тайфин соғысына қатысады, және Табук соғысына қатысады. Осының барлығы 630 жылы болған. Кейін 632 жылы қоштасу қажылығына қатысады. Және 634 жылы Ярмук соғысына қатысады, және кейін 642 жылы Бахрейнге әкім болып тағайындалады. Кейін 679 жылы дүниеден озады. Осылайша 79 жасында дүниеден озған. Аллаху субхана ва тағала рахметіне бөлесін. Жалпы мынандай бір қызық сұрақ бар. Көп жерде көп түрлі әңгіме жүріп жатады. Пайғамбарымыздың қасында 4 жыл болса да, ол 5374 хадис риуаят етіп, риуаят етушілердің ең жоғарғысында тұр. Және ендігі сұрақ, бұның маңызы неде ұстаз? Қалған сахабалар неге ұмытылмады? Қанша 20 жыл бірге, 40 жыл бірге болса да, пайғамбарымыздан жалпы көп риуаят хадис жеткізуге мүмкіншілігі туды. Бірақ бұл түсініксіз жағдай. Соны бір ашып, бір бөлек бір нәрсесі бар ау деймін. 5000 хадис 4 жылда. Әлбетте хадис риуаяты деген кезде кейде мына нәрселерді түсіну керекпіз. Бұған байланысты бір 3 түрлі мәселе айтқымыз келеді. Мәселен, жалпылама мұхсирундарды алайықшы. Или былай бастайықшы. Мысалға бізге жалпы тарих кітаптарынан атын білетін, біз танитын
түсін түстеп айта алатын шамамен 10 мың сахаба бар. Бүкіл кітаптар, тарихқа байланысты жиналған кітаптардың барлығын жинасақ, бізге аты хабар жеткен осы пайғамбардың сахабасы деп келетін мәтіндерімізде, қайнақтарымызда 10 мыңға жуық сахаба бар. 10 мың сахабаның ішінде рауи сахабалар қанша? Табақатус сахаба деген бар. Кәдімгідей мұсталахул хадис іліміне қатысты қарасаңыз, сахабалардың табақатында шамамен хадис риуаят еткен сахабалардың саны 1000. Бұл да өте үлкен рақам. Енді осы 1000 сахабаның шамамен 900-і 1 мен 9-ның арасында хадис риуаят еткен. Тек 1 мен 9? 1, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 хадис. Осындай ғана хадис риуаят. 900-і. Не қалдар жағында? 100 сахаба қалды. 100 сахаба хадис риуаят етуге ұмтылған, осы нәрсемен айналысқан, осы нәрсені өздеріне бір асыл құндылық қылып алған. Мақсат солай қойып алған. Мақсат, иә. Неге байланысты? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам Абдулла ибн Аббастан риуаят етеді. Бұл да Табаранидың Муджамул Аусатында өтеді. Бір хадис бар, Абдулла ибн Аббастан риуаят етеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам не дейді? Хадистің мәтінін толық айта алмауымыз мүмкін. Не деді? Аллахумма мархам хулафай. Пайғамбарымыз айтып жатыр: "Я Рабби, менің халифаларымды өзіңнің рахметіңе бөле" деп жатыр. Абдулла ибн Аббас бұны естіп тұр, оған қызық. Жетіп келді да айтты: "Мен құлна" деп жатыр. Біз барып айттық дейді. "Мен хулафаук я Расулаллах." Ол халифаларыңа рахмет сұрап жатсың ғой. Сол рахметке кіретін халифаларың кімдер олар деп жатыр. Список бар ма бір? Біз бармыз ба ішінде деп жатыр. Әркім өзінің басы ойлап жатыр. Кімдер олар деп жатыр. Пайғамбарымыз саллаллаху фамилиялар айтып жатқан жоқ, ол жерде не деп жатыр? Аллазина яруна ахадиси ва юаллимуна аннас. Міне, менің халифаларым, олар мына адамдар дейді. Менің хадистерімді риуаят еткендер, және отырған мәжілістерінің барлығында адамдарға менің хадисімді үйреткендер. Міне осыларға Алла рахмет етсін деп дуа жасап жатыр. Бөлек. Аллахумма рхам хулафай. Аллахумма рхам хулафай деп жатыр. Бұл пайғамбарымыздың дұғасы, бұл хадис барлық 100 дейміз ба, немесе 1000 дейікші тіпті. 1000 сахабаға хадис риуаят ету үшін орнынан тұруға бір. Бәленбай мыңдаған табиинға хадистер қарай жеткізу үшін 2. Хадиспен сицилиясы жалғасып айналысқан, хадис ғылыммен айналысқан қаншама біздің ғалымдарымыз бар. Күні бүгінге шейін осы списктің ішіне кіруге бола ма? Әлбетте кіруге болады. Ана отырғандарға, сізге, бізге, бәрімізге бір тәшвик болсын. Аллахумма архам деп жатыр. Қара, сен бұны дұрыс түсін. Я Рабби, рахметіңе бөле деген. Не деген сөз бұл? Рахметіңе бөле деген сөз бітір деп жатыр ғой. Шаруаның бәрін бітіріп тасташы осы жерден деп жатыр. Нүкте қоя салшы деп жатыр осы жерге. Нүкте қойшы мыналарға. Кімдер? Яруна хадиси. Менің сенен алып жеткізген сөздерімді қияметке шейін жеткізуге ұмтылған адамдар. Әркім қияметіміз өлім, яғни менің өлімім, менің қияметім ғой. Менен кейін не болады? Қатты мен үшін маңызды емес ол. Мен өлгенге дейінгі ғана маңызды. Осы кезге шейін хадис риуаят ете алдың ба? Аллахумма архам деген списктің ішіне кірдің, бітті деген сөз. Түсініңіз? Сол себептен 1000, 100 дейікші, 100 адам хадис риуаят етуге ұмтылған. Олардың ішінен 7-еуіне мұхсириндар, мұхсирундар деп атайды. 7-еу. Бір шолу жасайық. Абу Хурайра 5374 хадиспен тұр. Абдулла ибн Омар 2630 өткенде айттық. Анас ибн Малик 2286. Аиша радияллаху анха 2210 4-ші орында. Абдулла ибн Аббас 1660 5-ші орында. Джабир ибн Абдулла 1540. Иншалла, Алла тағала Джабир ибн Абдулланың өмірін айтуды да нәсіп етсін. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламнан қатарынан 25 рет истихфар алған еді. Пайғамбарымыз айтқан: "Астағфируллахул азим, я Раббым, күнәларын кешірді." Сол сөзді пайғамбарымыздан қайта-қайта есту үшін Джабир ибн Абдулла 25 рет бір іс істеген ғой. Сол сөзін баяғыма 25 рет қайталаған. Иншалла,
Бұған да келеміз. 7-ші Саид әл-Худри 1170 хадиспен. Бұлар атақты кісілер. ұстанымы болған дейсіз ғой. Енді қараңыз. Абу Хурайра радиаллаху анху. Қара, бірінші Абу Хурайра тұр. Қанша? 5374. Екінші орында Абдулла ибн Омар қанша? 2630. Жартысынан төмен ғой. Жартысынан төмен. Мынандай арадағы ривок қалай? Сол 4 жылда. Қалай бұл? Неге соншама? Балдар біреу 90 балл, 92 балл, 94 балл болса екен. Анау 90 балл, келесі 50 балл, ана 40 балл болса ба? Арадағы пустота қаншалықты пустота? Үлкен. Жігіттер мынандай нәрсе айтады. Расында Абу Хурайра радиаллаху анху 1579 хадис риуаят еткен. 1579. Қаласың. Сонда былай. Хадис өтте қатты терең зерттелген ілімдерден бір ілім. Сол себептен хадисті әрбір тарихтан, әрбір ішіндегі ауысқан рауиынан, әрбір тақаддум мен таахырдан, әрбір зияда мен нұқсаннан, әрбір хадистің ішіндегі бір сөздің түсіп қалуы, бір сөздің қосылып кетуіменен бұлардың барлығы бір хадис болып жазыла берген. Сонда бір хадистің әртүрлі түрлерімен санала берген сонда. Бір хадис бар. Мысалға иннама амалу бинният дейік. Бір хадис бар дейік. Осы хадис бір хадис болып жазылып тұр, цепочка жазылып тұр. Сосын иннама амалухум бинният деп тұр. Хум деген сөз қосылды, ол екінші хадис болды. Бірақ негізі бір хадис, сол мәтіні, бір сол мәтін. Ішінде бір сөз қосылды. Немесе рауилерінде екі адам өзгерді, басқа хадис. Махраджында сахабасы өзгерді, ол басқа хадис. Бірақ мәтін сол хадис асылында. Бұған не дейді? Бұған не дейді? Такрар дейді. Қайталанған хадистер. 5374 хадистің ішінен қайталанған хадистерді алып тастаған кезде 1579 хадис шықты. Бұл деген сөз тек қана Абу Хурайрада емес. Абдулла ибн Омар 2630 риуаят етсе, о да бір 800 хадис қалуы мүмкін. Түсіндіңіз ғой? Бұл бір жағынан. Кейде мынандай айтуы мүмкін. Мыналардың бәрін басын қоссақ қазір бәленбай мың хадис. Болмаса Ахмад ибн Хамбалдың мынандай сөзі бар. Мен иснатымен 1 миллион хадис жатқа білем. Иснатымен 1 миллион хадис не деген сөз сонда? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям осыншама жылда 1 миллион сөз айтуы мүмкін ба деген сияқты кейде біреулер талқылайды бұл нәрсені. Жоқ, хадис ілімі деген өз алдына бөлек ілім, зерттелген ілім, басқаша бір формамен, басқаша бір жүйемен кіру керек болған нәрсе. Санаңызда мынандай шөпе жүрсе, бұл нәрселердің бәрін алып тастау үшін бұл нәрселерді айтып жатырмыз. Бұл бірінші нәрсе. Екіншіден мынандай маңызды бір нәрсе бар жігіттер. Көбінесе біз немен өлшеп жатырмыз? Санын. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям жанында 4 жыл жүрген. 4 жыл жүрген. Бұлай қарасаң, мантық, логикалық жолмен қарасаң, дұрыс сияқты көрінеді. Сұрағы дұрыс. Қалай 4 жылда, қалай деген сияқты. Бірақ тереңірек дұрыстап қарасаң, сұрақ дұрыс емес негізі асылында. Қалай сұрақ дұрыс емес? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның жанында қанша болғанмен есептелмейді екен хадистің риуаят етуі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям дүниеден өткеннен кейін пайғамбарсыз қанша уақыт өмір сүрдіңіз оған байланысты. Сен не істеп жатсың? Риуаят етіп жатсың. Риуаят. Түсіндіңіз ба? Мынаған айттың, сосын анаған айттың, сосын анаған айттың, сосын анаған айттың. Бір мына жерде өліп қалды. Сен әлі тірісің, анаған айттың, сосын анаға. Түсіндің ба енді? Пайғамбардың қасында қанша болған маңызды ма? Пайғамбардан кейін қанша болғаның маңызды ма? Мына жоғарыда ататылған Абу Хурайра, Абдулла ибн Омар, Анас ибн Малик, Айша, Абдулла ибн Аббас, Джабир ибн Саид ибн Худ, бұлардың барлығы өте ұзақ өмір сүрген адамдар. Пайғамбардан кейін ұзақ өмір сүрген адамдар. Сол себептен олардың әлбетте риуаяттары өте көп. Бұл екінші нәрсе. Үшінші бір нәрсе бар. Екінші нәрсеге тағы да мына нәрсені толықтырайық. Абдуррахман ибн Аби Лейла деген бір табииндардан атақты табиин бар. Бұл фамилия мықты, атақты фамилия, бұны бәрі біледі. Сіздер сіз де біліңіз онда. Бұл табиин. Табииндардың ішінде несімен мәшһүр? Бір мәжілісте 500 сахабамен кездескен. 500. Сахабалардың жиналып жатқан бір жеріне келгенде кіріп кеткен ғой.
түсіндіңіз ба? Бір мезетте 500 сахабаны көру, бір мәжілісте. Бұдан басқа табииндарға не дейді, нәсіп болмаған бір нәрсе. Жаңағы үлкен табиғиндардан болып тұр ғой. Енді қараңыз, үлкен табиғиндардан. Енді қараңыз, осы кісі айтып жатыр. Осы кісі риуаят етеді. Мен солардың ортасына түстім. Сол жерде табииндардың тарапынан сахабаларға мынандай сұрап, мына мәселеде не бар деп жатыр. Дәлел бар ма мына мәселеде? Аналар бәрі бір-бірінің көзіне қарайды дейді. Ешкімде айтуға желание жоқ дейді. Бәрі мынау біледі, анау жақсырақ біледі, анадан сұра, анау біледі, мынадан сұра, мынау. Сосын аналар болмағаннан кейін жігіттер мынау ұят сендерді, мынау не? Біз уже 4-ші рет, 5-ші рет қойып жатырмыз, сұрағымыз, жауабын ала алмай жатырмыз әлі. Мына жоқ па мынандай бір хадис ешбір мына мәселеге? Деді дейді. Бір-бірінің көзіне қарайды дейді. Сен айтшы. Сен айт деп жатыр. Уже сен. Жоқ, сен тұрғанда біз қалай айтамыз? Жоқ, сіздің орныңыз. Сосын амал жоқ ортасынан біреу шығып дейді. Мына жерін былай ағытады дейді былай. Маңдайын терін сүртеді дейді былай. Сүртеді дейді. Ана қол бастары дірілдеп кетеді дейді. Өткенде Абдулла ибн Масудтың өмірінде айттық. Содан кейін бар деді. Қала Расулаллахи саллаллаху алейхи ва саллям. Деп хадисті риуаят етеді. Сосын соңғы жағында примерно осындай бірдеме айтты дейді. Еще страховать етеді өзін. Примерно. Қате болса Алла мені кешірсін дейді. Біз ара бересің. Түсіндің бе? Өзімізге уахи келіп жатқан сияқты айтамыз. Жаңа қауля Расулалла деп айтқан хадистер бұл марфу хадис болады ғой сонда. Пайғамбар айтты десек. Хадис ілімінде бұған байланысты көзқарастар бар. Кейде табиин айтады осылай. Табиин айтады. Қауля Расулалла саллаллаху алейхи ва саллям. Пайғамбар былай деп айтты дейді. Айтты да, сен көрдің бе не? Я көрдім. Сен көрсең қалай табиинсің, сен сахаба көрсің. Жоқ, көрген жоқ. Көрмесең сен айтты деп қалай айтасың. Значит, не деген сөз? Пайғамбармен сенің араңда біреу бар ғой. Бірінші соны айтпайсың ба? Сол айтты демейсің ба? Бұндай хадиске, усул хадисте мурсал хадис дейді. Ирсала. Не істеді? Ана бір адам үстіне өткізіп пайғамбарға ирсал етіп жүру деген мағынаны білдіреді. Барлығын бірдей марфуқ деп айтуға болмайды. Марфуқ хадистер де өз ішінен екі. Марфуқ деген не? Марфуқ деген не? Тізбегі пайғамбарға шейін тірелген хадиске марфуқ хадис дейді. Тізбегі сахабадан тоқтап қалған хадиске мақтуқ хадис. Мауқуф хадис. Мауқуф хадис. Тізбегі табииннан тоқтаған хадиске мақтуқ кесілген хадис дейді. Марфуқ хадис та өз ішінен екіге бөлінеді. Хақиқатан марфуқ бар, хукми марфуқ бар. Хақиқатан марфуқ деген сөз не деген сөз? Тікелей пайғамбардан естіген, сосын естігенін айтып тұр. Мен осылай деген естігенмін деп тұр. Екіншіде бір сахаба бір мәселені айтады, бірақ пайғамбар айтты деп айтпайды, өзінен айта салады. Осындай хадиске де кейде хукман марфуқ дейді бұл нәрсеге. Неге десеңіз, бұл жерде бүкіл хадисті айта бермейді енді. Егер бір сахаба ухраби бір мәселе айтса, немесе шариғи бір мәселе айтса, мысалға не десе, ат-тарауих 20 ракаатан десе, тарауих 20 ракаат десе. Абдулла ибн Хазрет Омар айтып жатыр бұл нәрсені. Қала Расулаллахи саллаллаху алейхи ва саллям деп жатқан жоқ. Бұл Абдулланың сөзі ма? Тіпті Абдулланың сөзі деп алсақ, деп алайықшы, Абдулланың сөзі жақсы, Абдулланың пайғамбар айтқан жоқ оны десек, бір намаздың 20 ракағат екенін Абдулла қаяқтан білді? Хазрет Омар қайдан білді? Бір намаздың 20 ракағат, бесін не себептен 4 ракағат? Адам білетін нәрсе емес қой. Неге мәсіхтің табанына мәсіх тартамыз? Бетіне мәсіх тартамыз, табаны кір болатын жер, табаны сипау керек негізі. Бетін сүртеміз сулап, табаны кір. Шариғат дейтін ақыл. Бұл кейбір нәрселер бар, адам ақыл. Бұлай деп айтса, Хазрет Омар шығып айтса, мына ағаштарды кеспеңдер десе, құрма ағаштарын отамаңдар десе, онда бұл хадис емес, таласамыз. Неге? Өйткені бір рет отап көрген шықпай қалған, сосын отамаңдар деп тұр. Тарауих 20 ракағат десе, айта алмаймыз ғой. Хазрет Омар өзі оқып көрген, сосын нормальный екен, сосын 20 ракағат, ол болмайды. Сол себептен кейде осындай, или былай десе, мына істі жаса, ақыретте 700 сауабы бар десе.
Қайдан білесің сен ақыретте саған қанша 100 сауап беретінін Алла тағаланың? Значит, илля пайғамбар айтты деген. Илля пайғамбар айтты ол жерде. Ол жерде екі вариант шығады. Я пайғамбар айтты, я Хазіреті Омар өтірікші. Иә. Бірақ сахаба өтірікші болмайды. Түсіндіңіз ба? Сол себептен екінші вариант таппадайды, бірінші вариант қана қалады. Ол мәрфуқ, бірақ қала Расулаллахи демеген үшін не істеп жатыр? Хукман мәрфуқ деген үкімге түсіп қалып жатыр. Сенің айтып жатқан мәселелерің жалпы қоғамда бар әңгіме. Қарап шықтым, кейде тіпті хадистер, тіпті бұл мәселеге байланысты Абу Хурайра радиаллаху анхудың өмір қысқа пайғамбардың жанында болып осынша хадис риуаят етуі мүмкін емес деген мәселе өз алдына былай тұрсын. Абу Хурайра деген сахаба болмаған. Бұны Бұхари ойдан шығарған деген кітаптардан мәтіндерді көрдік. Бұны осы жерде айтудың не керегі бар еді деуіңіз мүмкін. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам екі қолын жайып былай дұға қылып жатыр. Я Раббам, Абу Хурайраны және оның анасын мүмин болғандарға сүйдір деп жатыр. Мүмин болғандарға. Түсіндіңіз ба, өкінішке орай? Мен мүминмін деп, бірақ сүйе алмайтындар да бар. Оның да халі түсініксіз. Я сен мүминсің, онда хадисте проблема бар. Я сен сүйе алмай жатсың, сен мүмин емес. Хадисте проблема жоқ. Түсіндіңіз ба? Бұл да өте маңызды мәселе. Екіншіден, сүйеніп бостан босқа айтылып жатқан жоқ, мынандай бір нәрселерге сүйенеді. Хакимнің Мустадрагында мына бір риуаят өтеді. Айша анамыз Абу Хурайраны шақырып алды. Яғни бір мәселе болды. Абу Хурайра бір хадис риуаят етті. Айша анамыз, кім айтты бұны сендерге? Жоқ ондай хадис деді. Абу Хурайра айтты. Шақырыңдар тез. Абу Хурайраны шақырды. Одан кейін Абу Хурайраға айтып жатыр. Не дейді? Сен де біз секілді. Біз не естісек, соны естідің. Біз не көрсек, соны көрдің. Мына риуаятыңа жол болсын деп жатыр. Қайдан шығардың мына риуаятты? Деп жатыр. Бұл нормальный нәрсе. Сахаба екеуі де. Екеуі де хадистен салахиетті адамдар. Кейіннен кітап жазып отқан біреу емес. Сол замандағы адамдар. Уммахат әл-муминин анамыз біздің. Абу Хурайрадан андай әдемі былай. Анашым деп жатыр. Анашым. Қараш дейді. Сені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламнан алып қойған. Пайғамбар хадис айтып жатқанда сені мәшғүл қылған айнаң бар еді дейді. Айна. Сүрмең бар еді дейді. Сүрме. Сүрмең. Түсіндіңіз ба? Сосын еді әдеміленуің бар еді дейді. Бүйтіп. Сол нәрселер пайғамбардың хадисімен сенің ортаңа түсті да, кейбір хадистерді ести алмадың сен. 24-те жеті болдым деп тұр. Бірақ мен сияқты пақырда я айна болған жоқ, я сүрме болған жоқ, я дүние болған жоқ, я мал мүлік болған жоқ. Қарын тоятындай бірдеме жүгіріп барып жеп келетіндей ғана уақытты жібердім да, қалған бәрін пайғамбардың қасында болдым. Сол себептен сендер кейбір нәрсені ести алмадыңдар да, мен естідім. Мен сол үшін риуаят етпей отырмаймын ғой енді. Не істеді? Айша анамыз соңында тәбәссүм жасады деп жатыр. Тәбәссүм. Сен хадисті оқыған кезде дұрыс түсіншеш, хадисті оқыған кезде, хадис риуаят етуде мынандай да бір нәрсе бар. Хали риуаят ету хадисті. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ашуланып тұрып хадис риуаят еткен болса, сахабалар да ашуланып тұрып риуаят еткен. Қабағын түйіп. Пайғамбарымыз күлімсіреп риуаят еткен болса, о да күлімсіреп риуаят еткен. Сен риуаяттың халіне қарасаң айтып жатыр. Айша анамыз тәбәссүм етіп жатыр соңында. Не істеді? Күлді. Күлді деген сөз не деген сөз? Дұрыс деп жатыр. Кейде біз ғафилетте қалдық. Бұл Абу Хурайраның тастиқы сөйлемінің басын оқып алып, ой міне бұған Айша анамыз тәнкит жасаған, сол себептен Абу Хурайра мындай андай. Деме бауырым, сен неге істеп жатсың бұны? Мүмин адам жасамайды бұл нәрсені. Өйткені біздің ғибадатымыздың, мына әңгіменің басында айттық, ғибадатымыздың, жасап жатқан саудамыздың, істеп жатқан құлшылықтарымыздың тең жартысы Абу Хурайраның риуаят еті. Абу Хурайраны алып тастаумен не пайда табам деп жатсың? Не пайда табасың? Дініңнің жартысын сөгесің. Саудамыз тоқтайды, құлшылығымыз тоқтайды, бүкіл нәрсеміз зайыфқа айналады.
мұсылманның ісі емес бұл исламды құрту үшін жүріп жатқан адамдардың істері. Әркім өзінің ісімен айналса жақсырақ болады екен. Мынандай бір нәрсе келеді. Бір күні Абу Хурайра радиаллаху анхудың сахабалар өздері келіп, кейбіреулер сұрайды екен: Абу Хурайра, сен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламмен өте аз бірге болдың, бірақ мұхаджирлерге қарағанда, ансарлықтарға қарағанда әлдеқайда көп хадис риуаят еттің. Деген кезде оларға да жауап берген: мұхаджир бауырларым базармен мәшғүл болды дейді, сауда жасады олар. Ансар бауырларым егін егумен, бақша қараумен, мал түйе осының артында жүрумен, олар да сонымен мәшғүл болды дейді. Бұл бір. Екіншісі, мен сияқты пақыр болған бауырларың тек қана пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды аңдумен ғана мәшғүл болды. Екінші категория, кейбір бауырларымыз ұмыту ісіне лайық дейді. Ұмытады яғни. Мен ұмытпаймын дейді. Мен ұмытпаймын. Неге ұмытпайсың сен? Сен неге ұмытпайсың? Бір күні пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға келдім дейді: Я Расулалла, сізден көптеген хадистер естеймін да, сәлден кейін есіме түсіре алмаймын соларды. Менде бір қабілет бар, менде бір проблема мәселелер бар деп жатыр. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хырқаңды шеш деді. Хырқа не? Көйлегі ме? Хырқа анау қажылықтың изар үсті, изар асты, үстіне хырқа дейді. Яғни herhalde қажылықта жүрген кездер. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хырқаны шеш деді, мен де дереу шештім. Сосын не істеді дейді? Бірдеңені алып ананың ішіне былай қолымен толтырды дейді. Хырқаның ішіне ме? Иә. Ештеңе жоқ асылында. Сыртынан қарап тұрмын, былай толтырды да, енді болды, жинап ал деді. Ана хырқаны алдым да үстіме кидім. Бұдан кейін ұмытпайсың дейді. Одан кейін ұмытқанымды ұмыттым дейді. Қашан ұмытқаным есімде жоқ. Бұдан ешқашан ұмытпайтын болдым дейді. Бұл үлкен мәселе яғни. Абу Хурайра соны айтып жатыр. Бірақ мынандай бір ключевой сөздер де бар. Мынандай бір маңызды. Не дейді? Менен көп хадис риуаят еткен адам танымаймын дейді. Бірақ жақша, өзі айтып отыр. Бірақ жақшаның ішінде Абдулла ибн Омар басқа дейді. Абдулла ибн Амр басқа. Неге Абдулла ибн Амр басқа десең, ол жазатын еді, мен жаттайтын едім. Ол жазатын еді. Түсіндің бе? Жаттаған күшті емес па дейміз ғой кейде. Усул хадисте дабыт деген бір нәрсе бар. Біреу бар дабты садыр, біреу дабтыл китаб деп екіге бөлінеді. Дабты садыр деген мықты емес па десең, адам дүниеден өтуменен ол садыр бірге кетеді. Дабтыл китаб болса, адам дүниеден өтуменен жазу қалады. Егер кітабын әдемі қылып жазған болса, онда ол әдемі қарай риуаят онымен тоқтамайды, әрі қарай кетеді. Ана дүниеден өтіп кетсе, бұл адам риуаят онымен бірге кетіп қалады. Былай дейді: бәрің менің хадис риуаят етуіме әңгіме айтып жатсыңдар ғой енді. Әртүрлі нәрсе сендерді мазалауы мүмкін. Мен былай айтайын дейді: Уаллахи, Алланың кітабындағы мына аят болмағанда, мен сендерге бір хадис айтпайтын едім дейді. Алла тағаланың кітабында Бақара сүресінің 159 аятында айтып жатыр дейді: адамдарға түсірген дәлелдеріміз бен хидаяттарымызды егер біреулер жасыруға тырысатын болса, Алла оларға лағнет етеді, және лағнет ететіндер де оларға лағнет етеді. Қайтадан оқимын. Адамдарға түсірген дәлелдеріміз бен хидаяттарымыз. Не деген сөз? Тура жол. Тура жолға шақыратын дәлелдер бар. Аспанға қарамайсың ба, түйеге қарамайсың ба, ешбір тірегі жоқ. Ананың бәрі дәлел адамға ойлануға. Хикмет, яғни хидаятқа шақырған дәлелдеріміз бен хидаятымызды жасырғысы келетіндер бар дейді. Жасырады, бұны айтпайды. Кәззәп дейді бұларға. Осындай нәрселер адамдар бар. Бұларға Алла да лағнет етеді, лағнет ететіндер де лағнет етеді деген сөз періштелер де айтып жатыр.
түсіндіңіз бе? Бұл аят болғаны үшін не естісем сол нәрсенің бәрін тастап кетуге тырысып жатыр. Бірақ мені қатты қызықтырып жатқан жоқ. Бұл Абу Бәкір бұл жайында не ойлап жатыр? Омар бұл жайында не ойлап жатыр? Айша анамыз бұл жайында не ойлап жатыр? Іштерінде ой болса, Айша анамызға түсіндірген сияқты түсіндіремін мен келіп. Болмаса, бір адамның көзқарасына қарап, аяттың лағнетіне, Алланың лағнетіне ұшырап қалғымыз келмейді деп жатыр. Әл-Исабасында Хаджар ал-Асқалани Нейсабуриде мына нәрсені айтады. Я Раббам, сенен еш ұмытылмайтын ілім талап етем деп жатыр. Я Рабби, сенен не қалайым? Ешбір ұмытылмайтын ілім қалайым. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям естіп қалды да артына тұрып, әмин деді дейді. Дұғасы қабыл дейсіз. Яғни бұл басқа түсініктегі адамдар. Ассалаумағалейкум. Сіз қажылыққа баруды ниет етіп жүрсеңіз, біз сізге өзіміздің ихрамымызды ұсынамыз. Біздің ихрам несімен ерекше? Барша әлемге мақта деп танылған, барша әлемге мақта экспорттайтын Денизлі қаласының өнімі. Және де 100% мақтадан жасалады. Салмағы небәрі 1 килограмм 250 грамм. Алып жүруге өте қолайлы. Біздің ихрамымыздың тағы бір ерекшелігі су сіңіргіш, жаңбырлы күні жаңбырдан сақтаса, ыссы күні күн сәулесінен қорғайды. Егер де біреуге сыйлық алғыңыз келсе, біз сізге қалаған атыңызды, қалаған есіміңізді жазып береміз. Одан бөлек, біздің ихрам бұл өте сапалы әрі қолжетімді бағада. Қажылықтарыңыз қабыл болсын. Жалпы орайы келген кезде мына мәселені де айтқымыз келеді. Жалпы хадис ілімінің бізге жетуі. Көптеген шығыстанушылар, мұсылман болмаған территориялар, дініміз біздің ең жас дін, ең әділ дін. Не дейді, күніміздегі өмірімізге өміршең бір дін. Сол себептен қазіргі таңдағы басымызға келіп жатқан барлық жағдаяттардың барлығына белгілі бір дәрежеде жауап ала алатын дін. Мысалы кеше көрдіңіз, Мунзир Кахф келді да, ислам экономикасына байланысты. Тіпті қазіргі таңдағы биткоиндер, криптовалюталар, осының мәселелеріне шейінгі мәселелерін бәрін деталь түрде айтып жатыр. Бұл өміршеңдігін білдіреді діннің. Яғни қазіргі таңда біз электронный валютаға ауысқан күннің өзінде қалай ауысуымыз керек, қандай дәрежеде рұқсат етіле ме, сол нәрселердің барлығында жауабы біздің шариғатымызда бар. Заман талабына сай қияметке шейін жалғасатын дін деді, қияметке шейін үкімі тұра алатын. Сондай дәрежеде. Бұл көп басқа дін өкілдерінің қинайды, яғни. Олардың діндері олай өміршең емес. Сол себептен олар жауласуға тырысады. Тікелей ашық жауласпаса да, мейлінше дінімізді зерттеген болып, ішіне бүлік кіргізіп, әрқайсымызға әртүрлі көзқарастар кіргізіп, осылайша бір-бірімізбен айдап салып, бұл дінді жер бетінен жойғысы келеді. Дінді жер бетінен жою үшін екі фактор бар. Біріншісі кітапты жою. Кітапты жоя алмады ғасырлардан бері. Кітапқа ешбір тісі батпағаннан кейін, кітапты түсіндіретін пайғамбарына шабуыл жасады. Пайғамбарын ол шизофреника ауруымен ауырады деді, талып құлап қалады да, оянған кезде аузына келген нәрселерді айтады деді, әртүрлі нәрселерді жасады. Неше түрлі нәрселерді айтты, тіпті неше түрлі мақтау кітаптары бар. Мысалы Голцер деген кісінің пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямды мақтау туралы кітаптары бар. Әрбір 25 беттің ішіне бір күмән салады. Мақтаса да күмән салады. Мақтайды, 25 бет мақтайды, 25 бетте бірақ мына жерінде мына жері мынандай түсініксіз деу, бірақ дей тұрғанмен деп ары қарай алып кете береді. Ана адамға осылай күмән салып, не деген сөз, еще күмән әшейін күмән емес, адамды күпірлікке шығаратын, діннен шығарып жіберетіндей дәрежеде күмәндар салады. Яғни қысқашасы пайғамбарға жасаған шабуылдар көбейді. Осыдан кейін ғалымдарымыз, Алла тағала олардың барлығын өзінің рахметіне алсын, бұл хадис ілімін терең зерттеуге, оны қорғауға, ішіне бір нәрсені кірмейтін, бір нәрсені алып тастай алмайтын дәрежеде, қорғайтындай дәрежеде ілімге бастады. Бұның бастауы усулul хадис енді Рама Хурмузи рахималлаху рахматан васианнан бастайды, бірақ біз тіпті оның ар жағын мысалы Абу Хурайрадан бастап, бұл да бір қорғаудың түрі. Абу Хурайрадан кейін білесіңіз, Омар ибн Абдул Азиз деген кісінің тұсында
Ол кісі әмір ғой енді, әмір, басшы, мұсылман. Сол кісі өзінің территориясындағы әкімдеріне хат жазады. Хатына былай дейді: мен қазір біздің қоғамда хадисімізді терең білетін үлкен хафыздардың дүниеден өтуімен, хадистеріміздің үлкен трагедияға ұшырауынан қорқып жатырмын дейді. Өйткені олар өздері сияқты, тура өздері сияқты арттарына шәкірт тастап кете алмай жатыр. Немесе сендер лайық емессіңдер, оқи алмай жатсыңдар, немесе олардың шамасы жетпей жатыр. Егер осылай біз жалғаса беретін болса өмір, онда хадис білгірлерінің бәрі дүниеден өтіп кетеді да, онда біз хадистердің бәрін топыраққа көміп тастаймыз, риуаяттардың бәрі солармен кетеді. Сол себептен әкімдер дейді: мен сендерге тапсырма берем, өздеріңнің территорияларыңда отырған мұхаддистерді қозғаңдар деп отыр. Мәжілістер ұйымдастырыңдар, алдына адамдар апарып беріңдер, басына кәтиптер қойыңдар, ана ақсақалдың ішіндегі бүкіл риуаятты шығарыңдар бері қарай, өліп қалмасын. Адамның переживаниясын қара сен. Адамның не дейді? Яктубуна, жазып жатыр. Не дейді? Өздерінің уммалухум, әмірлеріне, немесе уәл уламаил афақ, немесе территориядағы ғалымдарға. Мысалға, Ақтөбе облысының әкіміне жазуы мүмкін, сосын Шалқарда мощный бір мұхаддис отса, оған бөлек хат жазып жатыр. Болмаса Шалқарда Ақтөбеге қарайды, Ақтөбенің әкіміне бағынады. Бірақ Абдулла әкім Омар ибн Абдул-Азиздің көрегендігін қара. Әкімге бөлек хат жазып тұр, Афақтағы уламаға бөлек хат жазып тұр. Екеуін бірдей оятып жатыр. Осылайша не істеді? Әкімдер тапсырмалардың барлығын орындады, хадис жинақтау мәжілістері бастады. Бірақ не басталды бірінші? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам марфу хадистер жиналсын деді. Тек марфу, пайғамбардан жеткен. Қала Расулалла деген хадистер жинаңдар деп жатыр. Осылайша хадис жиналды. Ең алғашқы Омар ибн Абдул-Азиздің алдына екі мұқабаның ортасында басы бар, соңы бар хадис жинағы деген атаумен ең бірінші хадисті әкеліп қойған Шихаб аз-Зухри әл-Мәдини рахималла рахматтан уәсән. Алла тағала ол кісіге де ерекше бөлек разылығын жөнелтсін. Дүние және ақыретін иншалла абатты қылсын. Дүниесі жақсы өтті ғой енді. Ақыретте Алла дәрежесін көтерсін. Осылай ең алғашқы марфу хадистер жинақталды. Осының үстіне хадис жинау методологиялары дамыды. Хадистер түрлі салалар бойынша жиналды. Түсіндіңіз бе? Мүснаттар өз алдына бөлек. Мүснат деген не? Иснаттары толық па? Жаңағы тізбегі толық? Тізбектері толық. Мүснат хадис жинағы не деген сөз? Сахабаны базыға алып риуаят еткен хадистер. Абдулла ибн Масуд деп фамилия жазады. Абдулла ибн Масуд бұл хадис жазады. Бір сахабаның. Түсіндің бе? Хадис мазмұнында сахаба базы. Мазмұнында сахабалардың аттары. Одан кейін Ахмад ибн Хамбал сол Мүснат жазған. Мүснат жазды. Одан кейін қандай хадистер бар? Сунан хадистер бар. Сунан хадистері деген не? Үкімдерге байланысты. Дәреттен бастап мирасқа дейін фақихтың дәлелдері жазылған хадистер. Бұған Мүснат, бұған Сунан хадистер дейді. Сунан Абу Дауд. Бәрі Сунан жазды. Одан кейін қандай хадистің түрлері бар? Жамиқтар бар, жауамиқтар. Жауамиқтардың ішінде қандай? 8 категорияда хадистер жазылады. Ақидаға байланысты, ақыретке байланысты, тарих және тәпсірге байланысты, фитналарға байланысты. 8 категория бар. Осы 8 категория жинақталған хадиске жауами хадистер дейміз. Одан басқа қандай хадистер бар? Мустадрактар бар. Мустадрак. Яғни мұхаддистердің қойған шарттарын, мысалға Бухари шарт қояды. Мысалға Муслим шарт қояды. Бухари енді өзінің өмірі жеткенге шейін, мысалға Қызылорда, Тараз, Шымкент, сол территориямен барды, хадис жинады да 40 жыл уақыт өтіп өліп қалды. А енді Павлодар, Қостанай, Петропавл жақтың хадисін кім жинайды? Бірақ шарт қойған Бухаридікі. Бірақ Бухаридің жүрген жермен жүрмейміз енді. Енді Жезқазған, Теміртау,
білмеймін ғой Сол жаңағы методикасы сияқты. сәтбаевпен кетеміз да Бұхари жүрмеген жерлерден Бұхаридің шарттарына сәйкес келетін хадистерді жинаймыз. Муслим жүрген жерлер бар, муслим жүрмеген жерлер мен муслимнің шарттарына сәйкес хадистерді жинаймыз да. Бұған мустадрак, атақты Хаким ан-Найсабуридің мустадрагы бар. Мысалы атраф деген хадистер. Атраф хадистер. Атраф хадис деген хадистің бір тарапын зікір етеді, ар жағын қысқартады, яғни хадисті. Хайрул бақаил масаджид дейді. Ар жағы болды белгілі. Үлкен хадис тек иннама а'малу бинният дейді. Бітпен жоқ онымен хадис, ар жағы бірақ бар. Осындай хадистерді осылай жинақ қоятын кітаптарға атраф хадистер. Бір тарапын зікір етеді, бір тарапын қалдырады. Тура осы сияқты хадистер осылай зікір етіле бастады. Одан кейін Бұхарилар келді да, не істеді? Хадисті қуатына қарай зерттеу мәселесін ортаға қойды. Хадисті қуатына қарай. Не дейді? Мен өзімнен алдыңғы өткен мұхаддистердің барлығының хадистерін оқыдым және риуаят еттім дейді. Риуаят еттім. Сосын бір күні бір хадисті алдым да, бұлай цепочкасынан апарып пайғамбарға шейін жеткізе алмай қалып жатырмын дейді. Өзіне шейін жазылған кітаптардың бәрін зерттеп тұр. Кейбір хадистің тізбегі пайғамбарға шейін жетпейді. Ортасында екі адам жоқ, басында бір адам жоқ, соңында бір адам жоқ. Әртүрлі. Сол үшін не істедім дейді? Алдымда хадисті қуатына қарай зерттеу деген методологияны шықты. Бір хадисті аламда, сол хадисті мен дәулеттен алдым. Дәулет анадан алды, анадан алды, мынадан алды. Хадисті пайғамбарға жеткіземін. Бір. Жетті хадис. Бұған мұттасыл. Енді қайтадан дәулетке айтып беремін. Дәулет. Кім бұл дәулет? Уже рауи зерттейсіз. Рауи зерттеймін. Дәулет туралы не дейді адамдар? Қалам. Сенен сұрайым дәулет. Аннан сұрайым. Неше түрлі рауиды дәрежесін көтеретін, немесе рауидің дәрежесін түсіретін әртүрлі категориялар бар. Мәселен, бір категория. 3 рет үйленген дейді дәулет. Ол бір кемшілік. 3 келіншек алған деп атқан жоқ. 3 рет үйленген. Бір үйленген, ажырасып кеткен. Екіншісін үйленген, ажырасып кеткен. Үшіншісін үйленген. Бірінші келіншек жаман тап болды дегенді, ладно. Екінші келіншек та кейде болып қалуы мүмкін. Үшінші келіншек бірдей жаман болуы мүмкін емес. Проблема дәулетте. Түсіндіңіз бе? Соның бәрін зерттейді. Бәрін. Тіпті түкіру былай. Жұрттың көзінше түкірген адамнан хадис алмаған. Ол оның дүңк еткізіп сразу сыйқа дәрежесінен төмен дәрежесіне. Яғни қоғамда әдепсіздік болған нәрселерді жасай алмаған мұхаддистер. Жасауға болмайды. Үшінші дабытына байланысты. Қарадық. Тақуа, симпатичный адам. Бұдан кейін енді хадисіне келеміз. Адамдардың аттарын шатыстырмай ма? Мәтінін қайта-қайта оқып тұрамыз. Мәтінде қателеспей ма? Кейде адам болады, өзінің қателесетінін түсінеді, жазады бәрін. Жазады. Бұған даптул китап дейді. Бір адамнан келемді, дәулет, сіз рауисыз ба, сізден хадис бар деп естіп едім, алайын деп едім десе, менде хадис бар деді ма, болды уже рауи. Сосын не істеді? Бізге хадис риуаят етсем, қазір деді. Бата тетрадь алып келді. Жазып қоямын, не деймін? Даптул китап. Дапты китап мынаны. Тетрадьқа жазады екен. Сосын келеді, тетрадьны ашады, сразу тетрадьтың түріне қараймын. Түріне. Тетрадьтың үстіне жаңбыр жауып кеткен, сиялары ағып кеткен, терезенің алдында жатса, ол тетрадь. Терезенің алдында жатыр, жүгіріп барса, терезенің алдында тетрадь алып келсе, онда біз жайлап бүйтіп сызып қоямын, мен осы айтамын, бұл адамнан қатты сеніп қалмаңдар. Терезенің алдында жатыр кітабы. Яжуз деген жерге баласы лә салып кетсе, лә яжуз болады. Сол себептен ол деген, сырты деген қапталу керек, ана бір керемет жерде сейфте тұру керек, алған кезде жазулары анық, адамда қазір деп ұстама қолыңмен. Әр түрі өзім айтам. Жақындама деді ма? Мен мынау симпатичный ақсақал. Кәдімгідей дапты китап, бірақ дұрысынан дапты китап. Жаңбыр жауып кетпеген, сиялары ағып кетпеген, оқылмайтын дәрежеге қалмаған, бәрі тап-таза оқылады, әдемі қызыл пастымен бастырған дейін ба жа. Қазір саған түсінікті болсын айтамыз жоқ қой қызыл паст. Егер осындай кісі болса, ол басқа категорияда. Үшінші басқа не бар? Әділ болу адамның. Адамдар ол адамды әділ көре ма? Немесе түнімен қонып отырып қарайым, түнде үйінен шам жана ма? Тәһәжүдке тұра ма? Тақуа ма? Басқа не? Хадистерінде әйелі жоқ па? Әкеліп атқан мәтіндерінде аурулық жоқ па? Бір зияды жоқ па? Бір нұқсан жоқ па? Болмаса шәз хадистер риуаят етпей ма?
өзінен мықты сыйға адамға қарсы шығып, мынау же деп тұр, мынау жеме деп тұр. Мынау сыйға мықты, бірақ мынау одан да мықты сыйға. Значит, сыйқаның сыйқараққа қарсы келуі, тағарруз етуі, онда не дейді? Бұның хадисін шәз қылып тастайды. Немесе мынау мықты сыйқа, мощный кісі, бірақ біз бәріміз де сыйқамыз. Біз жеуге болады деп тұрмыз, біз жалғыз болмайды деп тұр. Бұл да сыйқа бұл, бірақ мощный, бізден мықты. Бірақ біз бәріміз қосылған кезде бір сыйқаның көпшілік сыйқаға қарсы шығып кетуіменен не істейді? Оның хадисінің дәрежесі түсіп қалады. Көрдіңіз ба? Осы шарттарын негіздей осырып. Мысалы, лиқа дейді екеуі бір-бірімен кездесуі адамдардың. 2011 жылы Дәулет пен Салман қажылыққа барған. Кездесу мүмкін деген. Бұны муслим айтады. Екеуі бір ғасырда өмір сүрген болса, екеуі бір уақыттарда бір мәжілістерде болған болса, біз илля кездесті деп айтамыз. Бұхари айтады, екеуінің кездескендігіне шахид болу керек. Түсіндіңіз бе? Лиқа деген сөз муасара деп өзгертіп жатыр, бір ғасырда өмір сүру, ода жоқ олай емес. Ол заманда қажылыққа бару деген сөз турфирмамен ұшып бару емес қой. Бір ай бұрын барады, мәжіліс жасайды, мұхаддистермен жиналады, фақихтар, фуқахалармен жиналады, өздері әлемдегі, ислам әлемдегі шаруалар талқылайды. Енді сол жерде барып тұрып, екі мұхаддис бір-бірімен кездеспеуі мүмкін емес қой дейді. Вдруг ауырып қалған шығар. Вдруг ауырып қалды, барды да, шатырда жатып алды, кездеспей қалды, кім білді? Сол себептен лиқа болу керек деп осындай бір кейде шарттар қояды. Неге бұл нәрселерді айтып жатырмыз? Өйткені көбінесе біздің қоғамда да адамдар осы хадистен алданып қалады. Хадис методологиясы бар. Хадис оп-оңай нәрсе емес. Хадис терең зерттелген. Хадис методологиясында үлкен екі мектеп бар. Біреуі мұхаддистердің хадис методологиясы, қазір сізбен біз айтып отырған. Екіншісі фуқахалардың хадис методологиясы бар. Бұл мүлде басқа нәрсе. Егер біз осы екі нәрсенің ара жігін ажырата алсақ, онда біздің қоғамда сен сәләфисің, сен бахабисің, сен тәкфирсің, сен бәленше, сен түгеншесің де әңгіме болмайтын еді. Бәрі білімсіздік. Өкінішке орай. Бүкіл өмірде бәрі нәрсе. Бір алдыңда бәленбай миллион теңге ақшаны бірдемеге салдыңда, шик деп ақша жоғалып кетті. Шықпай қалды ақша. Не істедің? Білімсіздіктен жоғалттың нәрсе. Әуел зерттемедің, шығындардың бәрін зерттей алмадың, рисктердің бәрін қарай алмадың, форс-мажорды көре алмадың. Тура сол сияқты дінде де сен терең ілімің болмаса, хадистердің қалай сұрыпталуын білмесең, хадистердің қалай қолданылуын білмесең, хадистерден үкім истимбату шар'ия дейді бұған. Хадистерден үкім шығарудың ереже қағидаларының негіздерін білмесең, онда жүгінбе бұл нәрсеге. Бәленбай миллиард ақшаны салып жіберіп, дым білмейтін бизнесқа жер сипап қалумен бірдей деп айтайын саған. Бірақ бұл ақшаның мәселесі тек дүниені қамтамасыз етеді. Бұл хадистен адасаң, адасушылыққа кірсең, дүние және ақыретіңді өртеп аласың. Сол себептен Абу Хурайраның көмегімен бұл нәрселерді де иншалла айтқан болайық деп айтып жатырмыз. Әлбетте кішкене ауыр тиіп кетуі мүмкін, бірақ бізді тек қана халық тыңдап отқан жоқ. Кішкене дінде жүрген адамдар. Хадиске деген тәшвик болсын. Адамдар хадис іліміне қарай тағы кішкене көңіл. Болмаса біз жаңа тақуалықты басқа нәрсе үнемі айтамыз, бірақ жекелеген кейбір ілімдерге де қатысты айтуымыз керек иншалла. Ертең тағы да бір сахабалар келген кезде бір сахабаның үстінен фықық айтамыз. Бір сахабаның үстінен иншалла ақида айтамыз. Бір сахабаның үстінен тағы да әртүрлі ғылымдарды айтатын боламыз. Алла тағала ісімізге береке берсін. Алла разы болсын ұстаз. Расында осы сіз айтқаннан кейін біз бұны алдында өткенбіз, усул хадисті. Ұмытып қалғанбызда сізбен жаңа қызығушылығым одан сайын артты десем болады. Енді ұстаз жаңа басында айтып отырсыз, жаңа көптеген шығыстанушылар жаңағы Құранды не істегісі келді, жалғанға шығарғысы келді. Содан кейін болмаған соң пайғамбарын жалғанға шығарғысы келді деген сияқты. Осы кезде мынандай сұрақ туындайды да. Орыстарда сөз бар ғой, жаңағы лучшая атака это защита, лучшая защита это атака деген. Жаңа сол енді біз өзіміздің дінімізді қорғап қалу үшін біз қазір дағуат, жаңа дінді таратуымыз керек. Енді осы дінге тарату деген кезде, осы жаңа біздің бүгін қонағымыз Абу Хурайра радиаллаху анху дінді қалай таратты? Түсіндім. Абу Хурайрадан кішкене бір нәрсе айтайық, шамалы бір не болсын. Әлбетте көп енді, көбінесе тәнкид, адамдарды ескертумен айналысады. Біз бір талай өте ауыр ақпараттар айттық. Кішкене адамдар шаршап кеткен болуы мүмкін. Мен мына бір мәселені айтқым келеді. Бір күні Мәдинаның базарына келдім дейді.
Мәдинаның базарына келеді да базарға қарап отырады былай. Адамдардың бәрі қызу сауда жүргізіп жатыр енді. Яғни дүниеге дұрысынан батқан. Сосын соған қарап отырады да методика жасап жатыр ғой өзінше. Мен бұларға қалай әсер ете аламын дейді ғой. Бауырлар, Алланың сөзін айтайын десе, тұра тұршы дейін тұр ғой. Тұра тұршы, мына бітірейікші, кешкісін айтшы деп тұр. Сосын ойланып тұрады да былай дейді. Сендер бәр нәрседен ғапыл қалған екенсіңдер ғой. Маңызды нәрседен хабарларың жоқ екен ғой дейді. Дедім дейді. Ғалымдар тұрып, не хабар ол деді дейді. Сендер білмейсіңдер ме, пайғамбарымыздың мирасы таратылып жатыр. Дүниені жақсы көретін адамдар ғой. Пайғамбардың мирасы таратылып жатыр ғой, хабарларың жоқ па дейді. Ой, қандай бәрінде андай любопытство ғой. Не бар екен пайғамбар? Қаяқта таратып жатыр дейді. Мешітте? Бәрі тастады да мешітке жүгірді дейді. Сосын базарда күтіп отырды. Шамалдан келетін білді ғой. Мешітте ақша таратқан жоқ қой. Сосын біраздан кейін қайтып келді. Түрлері бұзылып кеткен. Сосын не болды деді. Мешітке бардық деді. Ішіне кірдіңдер ме? Кірдік. Не болды енді? Ештеңе жоқ деді. Не көрдіңдер? Біреулер намаз оқып жатыр. Біреулер зікір жасап жатыр. Біреулер харам мен халал талқылап бір-біріне музакара жасап жатыр. Ешкім мирас таратып жатқан жоқ дейді. Айтып жатыр, аңқауым-ай, пайғамбардан содан басқа не мирас қалды деп ойлайсың? Пайғамбардан не мирас қалды? Мен сені соған жібердім, намазға жібердім сені. Сені сол зікірге жібердім. Сені сол халал мен харамды ажыратудағы музакараға барып отырсын. Сен мына жерде сауда жасап жүрсің ғой. Сауда жасағанда харам мен халалды ажырата алмайтын болсаң, мына құлқыныңнан адал бір нәрсе өтпесе, ол сенің бүкіл денеңе әсер етеді. Ол сенің дұғаңның қабыл болмауына әсер етеді. Барлығына тікелей өміріңнің түбегейлі өзгеріп кетуіне жаман жаққа қарай әсер етеді. Сен кішкене сендер ана реттеп алсаңдаршы өздеріңді деп. Пайғамбардың мирасы сол еді ғой дейді. Дағуаттың түрін көрдің ба? Андай ма? Әркімге ұнаған беріп жатыр ғой. Креатив па? Барыңдар мешітке бар десе, бармайды олар. Айтады, барып келеміз, жұмада барамыз ғой дейді. Олар айтып жатыр, ақша бар ана жақта дейді. Тікелей ақша деп жатқан жоқ. Биткоин деп жатыр ғой, биткоин деп. Болмаса жаңағы не дейді, криптовалюта, токендер деп жатыр. Оғасқа ақша деп түсініп қалды, барса ақша емес екен. Абдулла ибн Масудан креатив. Бауырлар, мен шаршадым. Бәрімізді шаршадық. Елді де қатты шаршатып алмайық. Сол себептен Аллаху субхана ва тағаланың жәрдеміменен Абу Хурайра радиаллаху анху өзінің шамамен 79 жыл өмірінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламнан, жоқ, пайғамбардан без өзінің мынандай бір риуаяты бар. Я Рабби, мені 60-шы жылға жеткізбе. 60-шы жылға бір жыл қалған кезде ол кісі қайтыс болады. Соны дүниядан қалай шықты? Неге әр сахабаның дүниеден өтуі туралы айтамыз? Андай адамның өмірден өтуі маңызды секілді ғой. Өмірден сталып қоятады. Қалай жүрді? Қалай? Маңызды. Соны айтып жатыр. Абдулла ибн Масуд дүниеден өтетін кезде не dedi? Адамдар мен туралы түрлі манқибалар айтады дейді. Мен соған лайықпын ба жоқ па, сәл сәттен кейін шешіледі дейді. Егер мен өмірімнің соңында ла илаха иллаллах Мухаммадар Расулаллах дей алсам, онда адамдардың бүкіл мақтауларын бәрін жинап, алып ақыретке көшіп кетемін. Ал егер оны айта алмасам, мақтаулардың бәрі дүнияда қалады, мен ақыретке құралақан бір бет болып көшемін. Осы нәрсе мазалайды, сол үшін жылап жатырмын дейді. Сол себептен көптеген үлкен нәрселер айттық та, енді ең соңында бұл кісі өмірден қалай шықты екен? Әлбетте, жүрек бір губка сияқты дей ма? Не салсаң, қыссаң сол шығады. Сәлим бин Баширден мынандай бір риуаят дейді. Ол кісі өлім төсегінде жатқанда жанына зиярат етіп кіріп бардым дейді. Жылап жатыр екен. Айттым, ей алып, сені не жылатты? Сені жылатқан нәрсе не деп сұрадым дейді. Басын көтеріп қаратта мені көрді да былай деп айтты. Сендердің бұл дүние үшін, сендердің бұл дүниелерің үшін жылап отырған жоқпын. Енді аяқ, қол сау, бәрі сау, әлі дүниенің соңында жүрген адамдар ғой.
Сол себептен мен уже аяқ қолым кетті, бәрі кетті. Мені сені қызықтыратын нәрсе қазір уже мені қызықтырмайды, мен ол үшін жылап тұрған жоқпын дейді. Енді не үшін? Сапарым ұзақ. Азығым да аз жолға. Сол нәрсе қатты қинайды мені дейді. Қазір бір шығыс болады. Шығып кетеміз қазір. Қазір бір шығыс болады. Ол шығыстың түсуі де я жәннат, я жәннам. Және ең ауыр нәрсесі жәһәннамдақпыз ба, жәннаттықпыз ба бізге белгісіз. Осындай бір бағыты белгісіз, жолы белгісіз, тұрысы белгісіз, еш нәрсесі танымайтын, таныс емес болған бір сапарға өте аз азықпен жолға шығып жатырмын. Сол нәрсе мені қатты қинап жатыр дейді. Мақбуриден мына нәрсе риуаят етіледі. Маруан бин Хикам ол кезде сол әмір екеуі қатты дос болған. Амауилердің халифасы болған кісі. Сол кісі дүниеден өтетін кезде жанына кірді дейді. Ана кісінің халін көрді да қорқып кетті негізі. Қорқып кетті да айтты: Абу Хурайра, Алла саған шипа берсін дейді. Сол кезде Абу Хурайра да: жоқ, мен ондай сұрап жатқан жоқпын дейді. Айтып жатыр: я Аллахым, өзіңмен қауышуды қалаймын. Болды, енді қайтадан мен дүние қарай шипа беріп жіберме деп жатыр. Мен дайындалдым бұл жерге. Бүкіл бойымдағы күш жігерді жинадым. Соңғы сәттерім келіп қалғанда адамдар маған шипа тілеп жатыр. Бұларды естіп қалма, дұғасы қабыл болып кетпесін деп жатыр. Болды уже. Мен сенімен қауышуды қалап жатыр. Сенімен қауышуды аузынан естіді. Шыдай алмай Маруан бин Хикам шығып кетті далаға. Айтады: мен жүріп бараттым. Базарға жетер-жетпестен әйелін жылаған дауыс шықты дейді. Неден өтесің? Адамдардың адамы ғой. Өзімнің орныма дейді, кейде өзім сапарға кеткен кезде өзімнің орныма хаким қылып тастап кетемін дейді. Абу Хурайра. Кім айтып отыр? Маруан айтып отыр. Неге тастайсыз? Неге именно Абу Хурайраны таңдайсыз деген кезде мына оқиғаны айтады. Бір күні Абу Хурайраны хұзурыма шақырдым дейді. Артына, перденің артына бір кәтипті қойдым да, қолына қалам қағаз беріп жаз дедім. Сағаттарша отырып сұрақтар қойып хадис риуаят еттірдім дейді. Анау да артында, перденің артында үлгеріп отырып жазды дейді. Бір жылға жақын уақыт арада өткеннен кейін қайтадан шақырып тура сол сұрақтарды қайтадан сұрадым дейді. Шыққаннан кейін кәтип шақырып алдым дейді. Хал қалай деді. Бір әріп өзгерген жоқ дейді. Бір әріп. Содан кейін айтып жатыр: кеткенде менің орныма қалуға лайық адам. Басқа бір риуаят бар. Кішкене риуаят әлсіздеу, бірақ мәнақиб үшін айтуға болады. Бір күні үйлерінде қызметші болды. Шешесіне қызмет көрсетеді. Абу Хурайра Маруан бин Хакамның орнына патша болып тұрған кез дейді. Орнына қалады ғой енді. Басына бүкіл елдің тауқыметі артылмай ма? Сол кезде таңертең бір, кешкісін бір, 2 рет шешесін зиярат етіп халін сұрайтын еді дейді. Мен аула сыпырып тазалап жүрем, ана екеуі келеді, шешесі көріп, Абу Хурайра бастады дейді: Аллаху субхана ва тағаланың ажиз болған анама, әлсіз болған анама, өзінің әлсіздігіне қарамастан Алланың рахметінен көтерін үзбеген Аллаху субхана ва тағаланың рахметімен берекет болсын. Мынаяқтан анасы шығады дейді. Бүкіл елдің тауқыметі мойында болса да, ажиз болып қалған шешесін таңертең бір, кешкісін бір, Құдай үшін зиярат ететін ұлым Абу Хурайраға Аллаху субхана ва тағаланың сәлемі, рахметі, берекеті. Екеуі ауладан бір-бірімен кездескенге дейін адам естіше шыдай алмайтын дәрежеде бір-біріне дұға жасайды. Абу Хурайра радиаллаху анху да айту оңай емес, бітіреміз деп әлі бітіре алмай отырмыз. Осылайша Алла тағаланың берген белгілі бір ғұмырын
алғашқы 28 жылынан бастап қалған жылын барлығын түгелдей Аллаға және оның Расулына және осы мүбарак болған қасиетті дінімізге және сізбен біздің еліміз болашағымыз үшін тура осы нәрселердің бәрін бізге мирас қылып қалдырды. Аллаху субхана ва тағала бұл кісіден разы болсын. Егер нәпсісіне ауыр тиетін, ол кісінің шанына, шөһратына лайық болмаған кейбір нәрселерді айтқан болсақ, әлбетте бұл біздің қателіктерімізден, бұл біздің кемшіліктерімізден. Әлбетте бұл кісілердің ешбір кемшіліктері жоқ деп есептейміз бізге қарағанда. Егер бұл кісінің өмірінен бір ғибратты әңгіме айтылған болсақ, Аллаху субхана ва тағала сізге, бізге және осы шараның ұйымдастырылуына мұрындық болған және осы бізге спонсорлық және әлеуметтік желіден қолдау көрсетіп тағы да басқа адамдарға таратылуына мүмкіншілік жасап жатқан барша жамағатымызға, бауырларымызға, достарымызға Аллаху субхана ва тағаланың дүниеде және ақыретте хайры берекеті болсын, дүниеде тауфиқы болсын, ақыретте үлкен жеңісі болсын. Аллаху субхана ва тағала өсіріп отырған ұл қыздарымызды дүниеде көзіміздің қуанышы, ақыретте өзімізге шапағатшы қылсын. Отбасыларымыздан алим, уламалар, хафиз, хуфазалар, шахид, жухадалар шығуын нәсіп етсін. Аллаху субхана ва тағала 21-ші ғасырда Абу Хурайра сияқты аяқта тұра алатын үлкен қуатты мүминдердің шығуын нәсіп етсін. Алла дүнияда халімізді түзесін. Алла тағала өлімді біз үшін жеңіл қылсын. Ақыретте иншалла халімізді абат қылсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху ва мағфира.